Ал біздерде ойбай 2026-тан бастап НДС 16% болады екен дегенге сөйтіп 3-4 мың теңге, ол кезде 3-4 мың теңге әжептәуір жақсы ақша негізі. Сол кезде өзім төлейтін едім көбінесе тәлпіштен. Бизнес класспен ұшып көрейік деп. мен ойлаймын қазірден біз балдарымызға осылай ақшамен қарым-қатынасты айту емес, көрсету арқылы айтқаннан пайда жоқ оны. В принципе, аренда пока комфортно маған өзіме. Лучше ақшамды пока айналдырайын деген секілді. Трейдинг оқысы келмейді, анализ жасағысы келмейді. Алғашқы миллион жинау қиын да. BMW семерка алған 200 мың долларға, биыл әрең дегенде 140 мың долларға сатты да. Мысалы, біздер қыздар ресторанға, кафеге барсақ, көбінесе счетты қақ ортасынан бөліп төлейміз. Бірінші ниетті, мотивацияны барлығын дұрыстап барып, инвестицияны әртүрлі активтерге салуға болады, әркім стратегиясы әртүрлі. Қайырлы күн барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Біздің кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Бұл подкаст басқа подкасттарға қарағанда ерекше, себебі 2026-да өзінің қаржысын көбейткісі келетін кез келген адам көруге тиіс подкаст. Қазір біздің қоғамда қандай проблемалар бар? Адамдар кредиттан кредитқа, айлықтан айлыққа өмір сүреді, ақша табады, ақша тапқанмен оны дұрыс жерге жұмсай алмайды, ақшасын көбейте алмайды және де оны жинай алмайды. Біз осы подкастта сол тақырыптарды көтеретін боламыз. Бүгінгі біздің подкасттың қонақтары өздері жас болса да өздерінің мақсаттарының бір бөлігіне жетіп үлгерген және ақша таба алатын және ол ақшаны дұрыс жұмсай алатын және дұрыс сақтай алатын адамдардан құралған. Давайте танысып өтейік. Ең бірінші бізде Алмат мырза. Қайырлы күн баршаңызға. Есімім Алмат болады. Жасым 32-де. Қазір негізгі саламыз трейдингпен айналысамыз. 2021 жылдан бері. Өзім 2015 жылы Аграрка университетін бітіргем. Туған жерім Қызылорда қаласы. Университет бітіргеннен бастап мамандық бойынша жұмыс жасаудың жалақысы өте төмен екенін білгеннен кейін көбірек ақша тапқымыз келіп, отбасыға көмектесу керек, ата-анамызға көмектесу керек деген себептермен осы кәсіп жолын бастадық. Келесі Шыңғыс мырза. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есім Шыңғыс, өзім Ақтөбе жақтан боламын. Осында Астанада Назарбаев университетін бітірдік, кейін Америкада оқыдым. Ой, күшті екенсіз. Маркетинг саласындамыз. Өзім экономист мамандығым, бірақ бір күнде жасамағам өз мамандығыммен. Сол 2019-дан бері 7 жыл болып қалыпты маркетинг, продажы саласында продюсерлік орталығымыз бар. Эксперттермен онлайн курстарды запуск жасаймыз. Сонымен қатар осы соңғы 2 жылдықта фондовый рынокта басқа да инвестиция түрлеріне жалпы қаржылық сауаттылық бойынша ілім алып, соны өмірде қолданып жүрген кішігірім жайымыз бар. Келесі бізде Асылхан мырза. Қош көрдік. Қайырлы күн. Гүлбану ханымның каналындағы көрермендер. Бүгін енді бірінші рет подкастқа шығып жатырмыз. Қалса пайдалы болады деп ойлаймыз. Мен енді жасым 27-те, оңтүстіктің тумасымын. Шыңғыс мырзалармен бірге Назарбаев университетінде бірге оқыдық. Бірақ инженерия саласында оқыдым, IT саласында, сол салада жұмыс жасадым біраз уақыт. Деректерді анализ жасау, жасанды интеллектті қолдану деген сияқты біраз жұмыстарда жұмыс жасадық. Шетелде, Дубайда, Европада. Сол бір аналитикалық ойлау, сандармен жұмыс жасау, қаржылық есептерді қарау деген бір дағды инвестиция саласына алып келді мен. 3,5 жылдай болды инвестиция саласында, трейдинг саласында жүргенімізге. Консультация өтеміз, шәкірттер тәрбиелейміз. Жалпы сол бүгін барынша кеңестерді айтып, жақсы пайдалы боламыз деген ойдамын. Аха. Енді көбісінің сұрағы неге бұл төртеуі бірге жиналып алған деген сұрақ болатын шығар, иә. Бізде жалпы өзімізде чат бар. Ол чаттың ұйымдастырушысы бізде Шыңғыс мырза. Шыңғыс мырза, вообще бізде осы орта қалай қалыптасты? Неге сіз осы адамдарды қостыңыз? Бұл адамдармен қалай таныстыңыз деген сияқты бір кішігірім. Ол ой қайдан келді? Мен жалпы негізі соны мектеп кезден бастап активистпін да, біреулерді қосқышпын ғой, короче, орта. Чат ашу дегенді өлтіреміз. Сол Алматыда біздер қонақ болып сапарлатқанбыз. Сол кезде Елжекеңмен таныстық. Сол кезде Елжас мырза Пайдакс туралы, сол туралы айтты. Елжас мырза деген кім? Елжас мырза деген сол біздің чаттың 5-ші мүшесі. Ол кісі бүгін жоқ. Кісі Алматыда. Ол да болу керек болған негізі, иә? Болу керек болған, иә. Сәлем жолдаймыз ол кісіге. Дұға айтпай сәлем. Сол кезде мен қатты қызығып жүргем, неге фондовый рынокқа. Елжекең келіп, хедж фонд, короче, брокер деген кім, не бит раскидывать етіп, мы жарып, миллиард туда, миллиард сюда, сонымен жақсы араласып дос болып кеттік. Сосын жаңағы Пайдаксқа біраз инвесторлар тарттық, бірге жұмыс жасадық, содан кейін
Асекеңмен бұрыннан таныспыз. Асекең жаңағы свинг трейдингпен айналысады. Оппа, ойлаймын, то есть общий язык тауып кетуге болады спокойно деп. Алмекең Бұл бар. кісімен қайда таныстыңыз? Универден бірге, жалпы универде Бірге бір универде бір оқыдыңыз. потокпыз, бірақ мамандықтарымыз әртүрлі. Сол жақтан таныспыз. Сондықтан Асекең жаңағы аналитик ретінде мен ол кісіні қатты мойындаймын. И соңғы 2-3 жыл, 3 жылдай бұл кісі жаңағы трейдинг, фондовый рынок қызығып жүрді, и мен қарап жүретін едім. Сонымен бұл кісі свингпен айналысады қазір, жаңағы қысқа мерзімді нелерге кіреді деген секілді. Тоже өте қызық. Алмекең енді мен бұрыннан танимыз, 2022-лерден возможно танимыз, Алмекең. Ол кісі сол кезде жаңағы немен, сол кезде еще инвестициямен, алтынмен, қателеспесем айналысып жүрді. И Алмекең жаңағы енді бұрыннан келе жатқан мастодон ретінде андай не да, енді өте мықты инвестор деп өзім мойындаймын. Бетке тұтар. Бетке тұтар деп ше. шетелден келсе осы кісіні көрсетеміз бірінші. Ол кісі оған барыңдар деп. Трейдинг саласында қатты дамымай тұрғанында жаңағы уже жұмыс жасап жүрді. Сол кісіні қостық. Сізбен қалай таныспыз? Бәрін біліп менімен танысың. 2022-де ма, 21-де ма бір несеп жүрдік қой, Инстаграм запуск бойынша. Өзіңіз жазыңыз маған. Көп жерде өзім бірінші жазамын негізі. Аха. Инициатива не проблема жоқ. Сол сөйтіп чатымыз ашылып кетті. И осылай жақсы араласып кеттік. Содан кейін осы идея келді, уже давайте подкаст жасайық. Жаңағыдай білімімізбен, может практикалық бір опытпен бөлісейік деген секілді, басқаларға пайдалы болайық деген секілді. Сол сізге көп рахмет. Бірінші подкастта алып ұйымдастырып жатқаныңызға. Рахмет. Негізі көп нәрсе ортаға байланысты дейді ғой. Қазірдің өзінде жеке общий біраз да жұмыстарды бастадық, Сізге рахмет ең бірінші осы чатты ашуға, бір үлесіңізді қосқаныңызға. Енді бүгінгі тақырыпқа оралсақ, жалпы бізде барлық адам ақша табады, Бірақ бір адамдар бай өмір сүреді, ақша мәселесі бойынша, біреулер кедей өмір сүреді. Хотя бірдей табыс тапқан адамдар да. Сол не үшін деп ойлайсыз, Алмат мырза? Неге барлық адам ақша таба алады, бірақ әртүрлі өмір сүреді? Жүйе болмағандықтан шығар. Ақшамен қарым-қатынас дұрыс емес, ақшаны дұрыс жұмсамау. Жалпы ақшаны дұрыс жұмсамау біздің бір менталитетте бар сияқты. Оның ең бірінші той-томалақ, бір-бірімен жарысу. Біреудің баласының тойы мына ресторанда болды, менікі одан да күшті жерде болу керек дегенді біз уже көріп өсіп келе жатырмыз да бала кезден. Апта сайын, как положено, суббота воскресенье ата-анамызда той бар. Ол жаққа той анасын алып барады. И бір қызық моментті байқадым осы жерде. Ол кісілер жалпы қазекеңдер деп айтайын енді, жарысқан кезде именно жаңағыдай өзін көрсету жағынан жарысады екен да. Мысалға, мынаның тойы мына ресторанда болды, мен 10 000-ның ресторанында болды, мен 15 000-дікіне жасаймын дейді да. Ал біреуге подарка алып баратын кезде дәптерді ашады, так, ол маған 10 000 теңге алып келген, мен оған 10 000 теңге алып барамын дейді да. Неге сол жерде жарыспайды деймін да. Мысалға, 100 адамға той жасаған кезде сен 15 000-дан расходың 100 есе көбейіп кетеді. А мында бір-ақ адамға 15 000 теңге апарасын, зато оған көмек болатын еді да. И біздің тойларымыз шығын емес, наоборот, плюске алып келетін беді деген іштей осы бір ойым болды. Неге әртүрлі өмір сүреді адамдар? Мышлениядан деп атасыз сондай жалпы. Сол нәрсені көріп өскендіктен деп ойлаймын, но бірақ біздің арамызда Аллаға шүкір өте көп бай кісілер бар, үлкен ағаларымыз бар, миллиардер кісілер бар. Ол кісілер осы менталитетті бір нені жеңген кісілер деп ойлаймын да. Ал бір жетістікке жетпеген немесе ақшасын сақтай алмаған, ақшасын ұстай алмаған кісілерге бір мынау сылтау ретінде осыны айтады. Біздің бала кезден көріп өскеніміз осындай, немесе тағысын тағы деген сияқты. Сонда ақша жинау үшін кішкентай кезде біздің көріп өскен нәрселеріміз маңызды ма? Алғашқы этапта өйткені біздің жаңағы баланың өсуі, дамуы ең бірінші ата-анасының рөлін проекциялайды. Қайталай ма? Сол убеждение қайталайды. Одан кейін мектепке түскен кезде, ол кезде университетке түскен кезде ата-анасынан бөлініп шыққан балалар көбіне бір нәрселерді өзгертеді. Жаңа қазір тренд бар ғой, сен өзіңнің руыңдағы ең бірінші бай адам бол деген сияқты. Сол көбіне ата-анасынан айырылып шыққан адамдар және менің өзімнің
класстастарымды қарап отырсам да жетістікке жеткен жігіттердің көбісі сондай. Ал Қызылордада енді класстастарым ренжімейтін шығар, бірақ қалған кісілердің несінде уже жаңағыдай ГОСта жұмыс жасау керек, акиматта жұмыс жасау керек деген сияқты бір не қалып қойғанда уже установка ма, убеждение ма. Мысалы, менің өзімде мамам болсын, папам болсын, вообще мемлекеттік жұмыс жасамаған. Мысалы, менің мамам вообще жұмыс жасамаған, үйде отырған, бірақ папам кәсіппен айналысқан, әлі күнге дейін кәсіппен айналысады. И қарап отырсам, біздің үйде төртеуміз де мемлекеттік жұмыс жасамайды екенбіз. Жаңа сіздің кішкентай кездегі ата-ананы қайталау дегенге бір ойыма келіп тұрды. Получается, менің кішкентай сестренкам бар, ол тоже жаңағы визажист, еще менің командамда жұмыс жасайды. Үлкен сестрам тоже инфобизнеспен, кішкентай інім тоже вообще мемлекеттік жұмыс жасамайды екенбіз. Соған қарағанда, может, сол біздің бір миымыздың бір жерінде тоже ата-анамызды қайталайтын сияқтымыз, иә? Солай ойлаймын, бізде енді отбасымызда мен анам мұғалім болып жұмыс жасайды, мен есім білгелі әлі күнге дейін. Бірақ әкемде бір арада не кәсіппен айналысып көрген опыттары бар. Бірнеше жыл мен сол нәрсені көріп өскендіктен, может, бір өзімде не пайда болды, қызығушылық дей ма. Өйткені біз ақша табуды мектеп кезде бастап кеттік. Жаңағы бутылка өткіздік, металл өткіздік. Ол этаптан кейін уже білімді сату этапы немесе жоқ, іскерлікті сату этапы болды. Осы бір 7-8 сыныпта бізде технология деген сабақ болатын. Ағаштан бұйымдар жасаймыз, домбыра, сандық. Мен сыныптастарыма сататынмын сол нәрселерді. Ол уақытта 800 теңгеден бір нені сатамыз. Бір домбыра 800 теңге, бір сандық сәл қиындау, енді ол 1200 теңгеден сатылды. Ол 2007-2008 жылдарда. Білмем, сол кезден бастап уже бір ақша табу деген қызығушылық, қабілет пайда болды. Я өзіңнің қолынан келетін нәрсені бағалай білу және сата білу. Өйткені араласатын адамдардың ішінде қабілеті мощный кісілер бар, бірақ сата алмайды, тегін жүреді. И ол тегін жүргеннен кейін өзінің қабілетін өзі бағаламайды. И в итоге ана қабілетті тұншықтырып тастайды десе болады. Аха, рахмет. Шыңғыс мырза, сіз қалай ойлайсыз? Не үшін адамдар әртүрлі өмір сүреді? Негізі ақша тауып бастайсың ғой. Нормально ақша тауып бастаған кезде. Сіз өзіңіз қанша жасыңызда ақша тауып бастадыңыз? Ең бірінші. Мен алғашқы миллионды 20 жаста таптым. Work and Travelға барғам. Жоқ, негізі мектепте ана Теле2 симкілер болды ғой бұрын. Популярны болды ғой. Теле2 адамдарды кіргізді ғой ең бірінші. Сол жерде симкілерін сатқам далада. Остановкаға тұрасың, сатасың. Бірақ серьезный ақша, может, сол универ кезде бірінші курстан мен Work and Travelға барғам. Сол жақта $7,000 таптым. Әкемнен $2,500 ақша алдым. Сол жақта 7,000 тауып, қалған әкеме әкеп бердім да, жаңағы алған ақшамды. Содан кейін Work and Travel'дан кейін Қазақстанға келіп уже ақшаны дәмін сезгеннен кейін жұмысқа тұрдым. Сол жерде алғашқы миллионды таптым. Солай, жалпы универден бастап уже қызығушылық болды. Енді мына ақша тауып бастайсың, уже нормальный ақша тауып бастаған кезде менде өзімде сондай болды да, мен сливать еттім көп ақшаны. В общем, красавчик болғым келеді, анаған көмектескім келеді, счет жапқым келеді, жаңағы күштірек комфортный өмір хочешь, жақсырақ ресторанға барғың келеді, сондай да. И туыстардың алдында, білмеймін, достардың алдында красавчик болғың келеді да. Мен ойлаймын, сол сливать ету деген нәрсе, в общем, адамды баюдан тежейді ғой, жалпы. Мен өзім былай ойлаймын, бай адам, ол көп ақша табатын адам без, жаңа ақшаны сақтап қалған адам ғой. Көп тапқан ақшасын сақтап қалған адамды бай адам деп есептеймін да. Сақтап, оны дальше көбейте алған. Жалпы ақшаның 4 функциясы бар ғой. Біріншісі ол табу, екіншісі жарату, үшіншісі бізде көбейту, төртіншісі сақтау. То есть просто жаңағыдай жинау дейікші, жинау и көбейту, төртіншісі. И негізі копилка деген нәрсе мощный тема ше. Баланы ең бірінші негізі жинатуды үйретеді ғой ақшаны бізге. Копилка бұрын жаңағы кішкентай кезімізде мама не алып берген маған копилка. И велосипедке сөйтіп 13 000 теңге жинадым да, айс деген велосипед алғам. В целом, короче, ақша тауып бастаған кезде сондай болды. В общем, жинамайсың, шашасың, машина айдан келеді, анау-мынау, в общем, саған актив болатын жаңағы бір болашақта өсетін немесе бір пассивный пайдалып келетін заттарға емес, құртылатын, жоқ болып кететін нәрселерге көп ақша құртып қойдым да. Сол мен үшін үлкен сабақ болды. Мен ойлаймын, басқа кісілерде де сондай шығар деп. Сондықтан да бір жиналмайтын шығар. То есть тапқан ақшасын шашып ішіп жеп тастаймыз ғой, Бұл тоже психологиялық жағы да болуы мүмкін да. Мысалға, жалпы ол ақша
сақтау немесе көбейту ол адамға может невыгодно шығар да психологически. Ол жаңа бала кезден әртүрлі бір нелерді естіген да, кезінде кризис болды, мен ақшам күйіп кетті деген секілді. Жаңа мен папам айтатын еді да, мен біраз ақшам банкте күйіп кетті деп ше. Мүмкін білмеймін енді. То есть сондай бір убеждениялар бала кезде бір естіген нәрселер де әсер етуі мүмкін да. То есть бір көрінетін зат алмайсың, қомақты нәрсе, қомақты ақша жинамайсың, а сливать етесің, потому что ойлайсың бір күні там үкімет алып қояды, или жаңағыдай ақша девальвировать етіп кетеді деген секілді. То есть әркімде негізі убеждение әртүрлі. Ол сол оның бала кездегі негізі 5 пен психологтардың айтуынша 5 пен 9 жасының аралығында болған убеждениялар өмір бойы қалады да. Сонымен негізі біз жұмыс жасау керекпіз ғой. Мен өзім психологпен 1 жылдай жұмыс жасағам. Ақшаға қатысты, отношения қатысты. Сол кезде мен әртүрлі сондай бір нелерді өзімнен шығардым ше. Не үшін мен сливать етемін, не үшін красавчик болғым келеді. Там идеальный ребенок деген шығады, сондай тағы. Қазір енді олмен жұмыс жасай алдыңыз ба? Менің ойымша ол нәрсе кетпейді ешқайда. Ол жоқ болып кетпейді, ол программа ше. Ол өмір бойы сенімен қалады, ол жаңа қалыптасып қалады ғой. Жаңа подсознаниеда, бессознательный частьта отырады ғой, код болып, программа болып. И ол ешқайда кетпейді. Просто сен жұмыс жасағаннан кейін психологпен андай байқай бастайсың ғой. Қай кезде қуып жатсың, қай кезде сливать етіп жатсың. Сонда сіз психологпен жұмыс жасап көргенсіз, Мен вообще өмірімде психолог. Сіз барғансыз ба психологқа? Менде постоянный не бар. Постоянный психолог деймін, қалай айтады. Бізде айында 1 рет не болып тұрады, кездесу. Ол нәрсені мен практикасын неден көрдім? Миллиарды деген сериалды көрген шығарсыздар? Жоқ, көрмегенбіз. Қалай сөйлесеміз онда сіздер? Миллиардқа өтпей тұрайық пока. Миллиарды деген сериалда басты рөлдегі кейіпкер үлкен хедж фонд басқарады. И ол кісінің несі бар? Өзінің жеке психологы бар. Постоянно сонымен сеанстар өткізіп тұрады. И маған давай попробую деген бірінші не болды? Көрейін деп. И результатын көргеннен кейін ол нәрсені постоянно жасайтын болдық. Қазір айында 1 рет кездесіп, ең құрығанда 1-2 сағат. Ол неге көмектеседі? Ішкі дүниемді айтқаннан кейін сырттан оценка бере алады да. И өзімді сырттан көруге көмек етеді. Психологқа бару нормально. Психтар бармайды ол жаққа. Психбольницаға барады. Асылхан мырза, сіз не ойлайсыз? Алмат мырзамен де шыңғыс келісіп тұрмын негізі. Көп нәрсені екеуі айтып қойды. Бірақ мен сәл басқа ракурстан кірсем деп тұрмын да. Бізде мен шатаспасам мынандай информация оқам. Адам баласында 11 000 рецептор бар екен да, информация қабылдау әртүрлі жолдармен қабылдайды. Соның 10 000-ы көзден дейді, көзде орналасқан дейді. Яғни адам көбінесе көзбен көру арқылы қабылдайды информацияның барлығын. Бұл арқылы не айтқым келіп отыр? Егер қателесіп кетсем, комментарийда жазып беріңіздер. 11 000, 10 000 болу керек егер шатаспасам рецептордан саны. Бұл арқылы жалпы адамдар қайда жұмсап жатқанын көрмейді. Содағы негізгі проблема. Менде де болған ол. Көп ақша табасыз. Жаңағы Шыңғыс мырзаға қайтып келетін болсақ, эмоциональный покупкалар жасайсыз. Сіз қазір оңай болып қалды ғой. Каспийда тұрады, болмаса басқа банктерде тұрады. Ешқандай жарнама емес бұл. Сол жерде мысалы барасыз, Apple Pay мен басқамен төлеп кете саласыз. Су сияқты ағып кете салады. Сіз оны көрмейсіз де, сезінбейсіз ешқандай. Оны көріп те тұрған жоқсыз кетіп жатқан. Және өзіңізге есеп бермейсіз әр күн сайын. Бірінші кезек сода деп ойлаймын, адамдар жүргізбейді, учет жүргізбейді. Доход расход жүргізбейді. Әрине ол қиын. Сіз жүргізесіз? Мен жүргіземін, Күнде жазып отыру, ұмытып кетеді кей кездері, бірақ солай қалыптасады әдет. Ол бөлек тақырып, әдет қалыптастыру деген. Бірінші проблема сода деп ойлаймын. Бірінші адамдар көрмеген соң, жазбаған соң сезінбейді ақша кетіп жатқан. Менің өзімде сондай болды. Біраз уақыт жазбай ұмытып кеттім. Кейіннен қарасам шығындарым көбейіп кеткен. И маған обидно болды да. Сонша тауып жатқан барлығы көзге көрінбейтін бір эмоциональный покупкаларға кетіп қалған. Қарасам ешқандай одан эффект қалмағанда мен сөйтіп жоқ деп жүргізіп бастап мен сезіндім. Тие бастады мен жүрегіме, эмоцияларыма келген. Мына ақшаларды құртпасам да болады екен ғой, негізі басқа нәрсе істесем деп. Солай сезіну арқылы үнемдеуге келдік былайша айтқанда. Бірінші кезекте сол деп ойлаймын, жазып жүру керек всегда отчет. Ол қарапайым нәрсе. Адамдар жаңағыдай психолог басқа деп жатыр, олар жаңағы соны жазып бастағаннан кейін адам данный дейді ғой, дерек болмаса қолында, ол еш нәрсеге сүйеніп ешқандай шешім шығара алмайды да. Мысалы, сіз ертең психологқа барсаңыз да, басқа жерге барсаңыз да, сіз өзіңіздің жағдайыңызды дәл қазіргі статус-кво дейді ғой, дәл қазіргі жағдайыңызды білмесеңіз,
онда сіз ары қарай жылжи алмайсыз. Проблеманы мойындамасаңыз ары қарай жылжи алмайсыз. Яғни проблеманы мойындап өзінің жаңағындай болмайтын нәрселерге шығындарын жасай беретін, керек емес жерлерден тамақтанып оптимизация жасамайтын мойындау арқылы, жазу арқылы, көру арқылы ғана ары қарай жылжып үнемдеп жаңа табыстарға жетеді деп ойлаймын жалпы. Солай қалыптасады мышление. Шыңғыс мырза өзінің ақшаны қалай жинау керек екенін айтты, иә. Жаңағы ең бірінші миллиондарын деген сияқты. Соған енді өзімде кішігірім тоқталып өтейін. Мен қалай жинап бастадым ақшаны. Бізде мектеп кезінде папамда мынандай, менде сонда бүкіл әдет папамнан қалыптасқан екен ғой. 10-20 блокноты болады. И бір күні отырам, ішін ашып оққан кезінде, Гүлбану мектеп 5000 теңге, Жансұлу 2000 теңге, Сағызға дейін жазып қойған ғой, Сағыз 500 теңге деген сияқты. Оказывается, каждыйын жазады екен да, и айдың соңында, мысалы, апрель общий шығындар, мысалы, 1 миллион теңге деген сияқты. Соны мен миыма сіңіп қалған, и мен оны мектеп кезде қатты жазбайтынмын. Бірақ потому что мектеп кезде қатты ақша құртпайсың ғой, универге түскен кезде сен уже самостоятельно боласың. Сол кезде менде блокнот болды, тоже бүкіл шығындарын жазам, донер, бірдене, ручка, солай жаздым. И мен өзімнің алғашқы миллионымды осы тұрмысқа шыққаннан соң бірінші қызымды босанған кезде таптым. И мен бірінші айда, өшін былай тапқам, 85 000 теңге тапқам. Пособие. Жоқ, пособие емес. Мен жұмысшы. Ол кезде 10 000 теңге болған ғой декретный. Ол кезде мен немен сатумен айналыстым, приложенияларды сондай. Сол кезде 85 000 теңге тапқам айына. И ровно 79 000 теңге жинап қойғам ғой. Сонда бір айда 6 000 теңге құртқам ғой. Сонда менде ақша жинай алу деген қабілет. Вообще сырттан тамақ ішпейтінмін. Ештеңе сатып алмайтынмын эмоционально. Тек ақша жинай бергем ғой. Ақша жинау деген сияқты нәрсе. И менің блокноттарым мынандай болатын, шығындар мынандай вообще шығын болмайтын да. И вот солай мен 1 жылдың ішінде ма, 2 жылдың ішінде ма 20 миллион теңге жинап қойғам. И сол кезде мен 20 миллион теңге жинаған кезде вообще өмірімде завтрак ішіп көрмегем ғой, сырттан да. Вообще сонда ақша құртпағам ғой мен ештеңеге. Бірақ сол қабілеттер көмектесті. Бірақ ол 20 миллионды биткоинға салып минус болды. Ол басқа история. Одан кейін в общем, анау 20 миллионды жинадық қой енді, 1 жыл, 2 жыл кетті. Мен оны сливать етіп алдым. Бірақ менде ана қабілет қалды ғой, ақша жинай алу, эмоционально покупкалар жасамау деген сияқты. Мен қайтадан үй алатын ақшаны ол тез жинап алдым да. Сол сияқты мен ойлаймын, именно ата-ананың баланың қаржылай сауатты болуында, ақша жинай алуында үлесі үлкен деп ойлаймын. Сондықтан да енді қазір мен өзім 5 баланың анасымын. Енді ақырында барлықтарыңыз баланың, қыздың әкесіздер ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, қазірден біз балдарымызға осылай ақшамен қарым-қатынасты айту емес, көрсету арқылы, айтқаннан пайда жоқ оны, көрсетіп біз өзіміздің ақшамен дұрыс қатынасымыз бар екенін көрсетсек, онда біздің балдарымызда, Аллаға шүкір, өскенде бір қаржылай сауатты болады деп ойлаймын. Пастасында шығындамау керек деп. Жоқ, мені көбісі айтатын андай, ой, бұл пес деген сияқты, пес деп айтылады бізде Шымкентте. Иә, ой, бұл 1 тиын шығармайды деп. Мен қазір шығарам ғой, бірақ сол кезде сондай болғам да. Енді керек емес нәрселерге шығармайтынмын, бірақ мысалы былай ғой, қазір біреу, жаңа сіз айттыңыз ғой, крутой болып көрінгім келеді, счет сөйлей салам деген сияқты. Мен ойлаймын, сол кезде, значит, мен дұрыс нәрселерді жасадым деп. Мен счет төлемейтінмін, төлесем қақ ортадан бөлем. Киімім бар ма? Болды, артық киім алмаймын, сол киім бір ескіргенше кием деген сияқты, сондай бір жақсы әдеттер болған сияқты. Және оның барлығы менде ата-анамнан болған екен. Сондықтан да мама, папа, рахмет деп. Осы жерде бір комментарий айта саласыз, мен жаңа айтып отырдыңыз ғой сіз. Мен жинадым дедіңіз да, жинап 20 миллион дедіңіз ба, сонда жинадым, биткоинға салып сливать етіп жүрдім дедіңіз, ол бөлек әңгіме дедіңіз, бірақ негізі бір-біріне қатысы бар. Мысалы, ақша жинау деген жақсы, бәріміз жақсы, бәріміз жинай аламыз, но ол мақсаты болмаса ше, ол ақшаның не үшін жинап жатқаны. Мақсаты болған. Ол ақшаның мақсаты үй алу болған. Біз үй алуға барғанбыз. Қол қойғанбыз ол үй алып, сторисқа да айтқам, ойбай, мен үй алдым Астанадан 3 бөлмелі деп мақтанып. Сөйтіп мен жолдасым айтады маған, давай биткоинға салып 20 миллионды 40 миллионға көбейтек дейді. Сөйтеміз да, 2 бөлмелі, 2 емес, біздің бала шағамыз көп қой, енді 3-4 бөлме алайық дейді. Қазақтардың бізде ошибка, вот жарайды, мына жақтан бар шығар, бірақ бізде анандай тез байып кетем деген үміт по-любому бар да бізде. Тез байып кеткіміз келеді. Мысалы үшін, маған да инстаграмға неге жазады ғой,
трейдинг оқығысы келмейді, анализ жасағысы келмейді, сигнал канал бар ма, или там мен сізге ақшаңызды берсем көбейтіп бере аласыз ба деген сияқты осындай запростар көп та. Неге? Потому что бізде адамдар тез байып кеткісі келеді, қимылдағысы келмейді, еріншек, миын қозғалтқысы келмейді. И сенет, мысалы Қазақстан пирамидаға неге ақша алдану бойынша нешінші орында? Негізі почти бір ғой, өте үлкен негізі мошенничество. Неге? Потому что бізде тез ақша табу. Яғни менде де сол ой болды. Ой, давай одан да күшті зерттеу деген понятие жоқ та. Биткоин деген не? Неге мен бәрін салып жатырмын? Риск деген қайда жоқ, оны ерінесің. Әйтеуір лишь бы ақшам көбейсе болды. Сосын нөл болған кезде отырасың да. Сол сияқты вот сондай тез байып кеткім келеді дейтін адамдарға қатысты не айтасыз? Тез байып кету деген нәрсе бар ма вообще өмірде? Тез байып кету деген нәрсе бар өмірде, бірақ өте аз адамдарда болады. Тез байып кету деген нәрсе жоқ. Неге? Көп жоқ қой талай адамдар тез байып кеткен адамдар. Бірақ ол Мынау дұрыс деп емес айтыңызшы та. кім? Не ол сон не ол деп. Мәселе ол адамда емес қой. Мәселе мышлениеде. Ол жарайды, бүгін тез байып кетті. Сол тағы да сол тез байып кетем деген мышлениеде қалып кетеді да. Бір күні, допустим, 20 миллион теңге бір жерден алды. Сөйтіп ол тағы да көтерді солай 40 миллион, 100 миллионға дейін апарды. Но түптің-түбінде ол 100 миллион бәрін сливать етеді тура сол Значит, мышлениемен. тез байып кету деген жоқ қой. Уақытша тез байып кету деген нәрсе деп жатырмын да. Уақытша тез байып кету деген нәрсе. Бірақ ол дұрыс емес деп әкеле жатырмын сол нәрсеге. Ол мышление дұрыс емес. Значит, жоқ, Ол жалпы, ұзақ мерзімде ойладым болсаң, сол құрдым қалып келеді ондай мышление всегда. Менде де болған ондай ситуация, бәрімізде белгілі бір дәрежеде тез байып кетеміз деп, андай эмоциядан шығып кетеміз да. Непонятный, түсініксіз бір схемаларға ақша салып жібереміз. Сонымен алаяқтарға алданып, солай миллиондар жоғалтқан кездер болған кезінде. Сізде болған, сіздерде болған ба? Миллион жоғалту деген. Миллион емес, $200 жоғалтқам. 2019-да осы трейдинг саласына қызығып бастап, сонымен биномо деген нәрсеге кіргем. Сөйтсем, ол жақ вообще трейдингке қатысы жоқ нәрсе екен. Трейдингтің оболочкасы, бірақ астында вообще басқа нәрсе. $200-ды $500-ға көтеріп берді өздері. Сонымен шығару үшін тағы да ақша салу керек болды. Сонымен жоқ, ананы ғана шығарып берші дедім, оған келіспеді. Сонымен ақыр соңында жаңа нем вообще жабылып қалды. Счетым $200 шықпай қалды. Өміріңізде ең үлкен шығын сонда $200 ғана, Мошенниктерге алданған ең үлкен шығын 15 миллион болып тұр. 15 миллион? Қандай? Ол жерде енді үлкен схема, оны мына жерде айтуға болмайтын сияқты, өйткені госструктураның қатысы бар. Сондықтан бұл жерді қоспай ақ қояйық темаға. Просто ана телефонмен звондап код айт бірдеңе деген. Жоқ, ондайлардан жаңа $200 ең үлкен сумма. Сіз енді қазір ақша жинап жатырсыз ғой, Шыңғыс мырза, жинап жатқан жоқсыз ба? Вообще мынандай, болды, все, мен ақшамды жинауым керек деген кез бола ма? Или вообще, или ол жаңағыдай уақыт өте келе қалыптаса ма? Или адам қалай келеді ақша жинауға? Мен өзім басқаларға ешнәрсе айта алмаймын. Басқаларда қалай екенін білмеймін. Өзімде қалай болды? Ақша сливать етіп болдым, в общем. Түсіндім, ол берекесіздік болады екен, в общем. Бір үлкен нәрсе де ала алмайсың, сосын уже үйленіп жатырмын мына жақта, бұйырса бала болайын деп жаттым, сонымен уже сен андай өзің бетіп еркін жүре алмайсың да. Уже отбасы болғандықтан кейін крыша над головой, безопасность керек, капитал қажет деген секілді. Сол негізі отбасы үйленгеннен кейін мен ойымша сол нәрсе менде қатты бір қалыптасты деп ойлаймын. Оған дейін біраз қыдырып жүрдік. Ақша жинау негізі өте керек нәрсе. Міндетті түрде қажет, жаңа айттым ғой, 4 функциясы соның бірі ғой. Ақшаның 4 функциясы да орындалу керек қой негізі. Соның бірі жинау десек. Жинау үлкен бөлігі. Негізі жаңа Асекең айтты ғой, ақшаны бір белгілі бір мақсатқа жинау керек та. Мақсатсыз болса ол ұшып кетеді екен опять. Жиналады да, сливаться етіп кетеді, ұшып кетеді. Ақшаның жалпы андай да, снежный ком секілді эффект бар. То есть жинаған кезде да басында жай қиын кетеді да. Ана от нуля к единице деген сияқты. Алғашқы миллион жинау қиын да. Бірақ ана кейін снежный ком секілді бет қабаттасып, сложный процентпен үлкен болып тез жиналып кетеді да. То же самое ақша, оны дұрыс қарамасаң, учетін жүргізбесең, ұшып кетеді. 40 миллион, 50 миллион, 100 миллион бетіп, әшейін бетіп су болып кететін сондай қабілеті бар да ақшаның да.
деньги любит счет дейді ғой. Сол секілді жинау ешкімге ұнамайды, ол ешкім нәпсісіне, мен өзіме мысалы ұнамайды қатты бүйтіп жинап өзің тыйып, ол конкретно нәпсімен өзіңмен жұмыс қой, былай дисциплина ғой ақша жинау деген. Жалпы жинаған кезде маған қатты көмектескен техника, ана самый богатый человек в Вавилоне ма, сол жақта сол кітап қатты өтті маған, иә, кеңес беремін барлықтарыңызға. 10% жина дейді да просто, потому что сен мысалға 100 000 теңге өмір сүріп жүрсің ба, 90 000-ға да өмір сүресің деген идеяны отырғызады да кітапта. Сол маған қатты өтті. 10%-ын просто откладывать етеді. Сосын бір техника, маған өзіме андай Каспи депозитке, білмеймін, банктың счетына жинаған ұнамайды маған өзіме, потому что жаңа сен айтқанда оңай да ұшып кетеді, QR-мен, немен перевод, учеты қиын деген секілді. Бір ойынның счеты сияқты ғой, бүйтіп ұшып кетеді. Маған көмектескен техника ол обналичка, то есть наличка шығарасын ақшаны, сөйтіп жаңа конвертке қыстырасың. Мен өзім банкта сақтаймын, банкта ячейка бар, сейф, соған сақтаймын, любой момент ключпен доступпен кіресің, аласың, жаңа қоссаң болады деген секілді. Маған сол ұнайды. Айына бір 3 000 теңге ма, 4 000 теңге ма тұрады банкқа байланысты. Жаңа депозитарий деген нәрсе бар, сол жаққа олар сақтайды бүкіл жаңағы неңді, алтыныңды, дүниеңді, капиталын сақтасаң болады да. Мен өзім сөйтемін, то есть 10%-ын откладывать етемін. Ну, қазір побольше откладываю, может, 50%-ға дейін откладываю, да. Бұрын солай бастадым, 10%, 15%. Бір жыл, наверное, мен 10%-мен откладывать еткен шығармын. И шынымен де 90%-ға спокойно өмір сүресің. Сәл бір-екі расходын қысқартасың деген секілді. И жаңағы ең бірінші нәрсе ол мақсат нақты болу керек. Және ол мақсат сені зажигать ету керек та. Менде мысалға мақсат үй болды да. И мен үйге плотно жұмыс жасадым и откладывать еттім деген секілді. И нақты мақсат болса адам добивать етеді, соны жетпей, в общем, өзіңді тыясың, өзіңе сөз бересің, өзіңмен келісесің, дисциплинамен тұрақты жай жинайсың. Жалпы осындай бір техникалар. Сонда ең бірінші мақсат болу керек. Екінші, тапқан табыстан 10% жинайсыз. Хотя бы соны бастау керек. 10% жинайсыз. Үшіншіден жинаған кезде де сіз жинаудың да түрлері көп. Біреу депозитқа жинайды, біреу акцияларға салып тастайды, көбейсін деп. Біреу жаңа наличка шығарып алады деген сияқты. Сіз, значит, наличка шығарасыз, еще шығарған күннің өзінде үйде емес, банкте сақтайсыз. Күшті екен, мен наличка шығаратын жерден қалып кетеді екенмін ше. Шығарам, долларға ауыстырам, қалып кетемін. И оны да кішкене жұмсау оңай да, любой кезде үйіңнен аласың. Білмеймін, үйде сақтағым келмейді ше андай. Білмеймін, бір тревожка болады. Мысалға, кейде сапарларға шығып кетесің, үйде ешкім болмайды деген секілді, или бір клиник келеді, білмеймін, жаңа повар келеді, білмеймін да, бәрібір андай не. Сенімсіздік. Ja, короче, ана айына 3 000 теңге банктағы более жаңа нем тревожкамды шешеді ғой, былай айтқан кезде. И сосын ояқтан барып алып құрту да оңай емес қой. Бару керек, короче, рұқсат аласың, шығарасың, ja. Қиындатып қою керек қой шығуды. Қиын болу керек, иә. Ақша шешкен кезде комиссия ұстайды дейсіз ғой ше. Комиссия- Онда бергің келмейді ешкімге. Қойшы жата Сіздер берсін ақшаны дейсіздер. қайда жинайсыздар? Сіздер қайда жинайсыздар? Жинайсыздар ма өзі? Или сразу жинап көбейтіп жібересіздер ма? Реинвестиция ғой бізде. Мен жаңа бір нәрсені айта салайын, шансыма жаңа қоса салайын тағы. Өте жақсы идея айтты негізі. Негізі қарапайым мәселе еді да, бірақ көп адамдар істемейді ше. Тұрақтылық қой бұл жерде, просто дисциплина деп жақсы айтты. Және ең маңыздысы бірінші ақша түскен кезде 10%-ті тастау керек. Бірінші сол болашаққа төлеу керек. Ештеңеге Керісінше емес, адамдар бірінші қарыздарын жабады, кредиттерін жабады да, қалғанын жинаймын деген нәрсе олай дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Бірінші миға қондырып тастау керек. 10% берем ба деп, пока что 10%-дан бастау керек. 10% берем ба, болды дейсіз да, 100 000 теңге, 200 000 теңге қанша қай жақтан табыс түсіп жатыр, соны міндетті түрде өзіңіз әртүрлі активтерге салып тастайсыз. Одан кейін барып өзіңіздің қалауларыңызға, қарыздарыңызға, басқа нәрселерге жұмсауға болады деп ойлаймын. Ал мен жағдайымда мен енді активно трейдингпен айналысамын, swing трейдингпен. Сол үшін мен белгілі бір кішкене 30%-ын ғана сыртқа былай кэшке шығарамын да, сол тапқан пайданы шығарамын да, қалған реинвестиция жасаймын. Не үшін ол нәрсе десеңіз, активтерді зерттегенде отырып, Қазақстандағы активтер қайда салуға болады? Бізде қазақтарда бар ғой, ақша түссе сразу недвижка алып тастайтын ше. Соған қалай қарайсыздар негізі? Мен өзімде сөйткен екенмін ше. Ол нормальный нәрсе, бүкіл әлемдік практикада ғой, негізі номер бірінші актив недвижка болып есептеледі бүкіл әлемде. Бірақ мен действительно қаншалықты пайда алып келеді ол нәрсе деген нәрсе ғой. Яғни үш түрлі активтер мен пассивтерді былай үш түрлі жақпен есептейді да. Пайда беру жағы қаншалықты пайда береді, өтімділігі және сенімділігі. Өтімділік жаңа ликвидность ғой, қаншалықты тез арада оны кэшке айналдыру деген сияқты. Осыларды зерттей келе менде таблица бар, если что жіберемін, қоқып қойыңыздар сол таблицаны. 6 түрлі актив депозитке салу, драг металл деді, қымбат металдарға алтын, соларға салу, сосын валютамен біздің жағдайымызда долларға айналдырып қою,
кәсіпке салып тастау, қор нарығы, біз жүрген сала қор нарығы, және недвижка жаңағы. Осы алтауын салыстырған кезде 2020 мен 2025-те тәуелсіз өзім зерттеу жүргіздім де бағаларды салыстырып қанша пайда береді екен теңгемен доллармен деген сияқты. Біз енді теңгемен айта берейік. Депозит 119% береді екен. 2020-да сіз белгілі бір сумма салсаңыз, 2025-те шешіп алсаңыз, соңында 5 жылда 119%. Шатаспасам 17%-пен есептедім ол кезде мен ставканы. Одан кейін барып алтын. Өзіңіз білесіздер, алтын негізі тарихи тұрғыдан қорғаныш актив, бірақ осы соңғы жылдары алтын дегенде хауи узи емес шығар. Жоқ, кәдімгі инвестиционный золотоны айтып отырмын да, кәдімгі инвестициялық тұрғыдан салатын. Ол примерно бір екі есе өзінің құнын көтерді соңғы 5 жылда. 50% ба? 100%. 100%ға көтерді. 100%-дан да асып кетті даже соңғы деректермен есептейтін болсақ. Бизнес енді өздеріңіз білесіздер, бизнестен как әртүрлі болады, но орташа есеппен сондай статистика бар екен, еңбек кезетте сол жақта 200-250% табуға болады екен салған кезде орташа есеппен. Ал осы уақыт аралығында доллар 23%-ға, теңгенің долларға шаққандағы құны құнсызданған, 23%-ға құнсызданған. Яғни сіз теңгені долларға айналдырып қойсаңыз 23% ұтатын едіңіз деген сияқты сол 5 жылдың ішінде. Және біз айтып жатқан қор нарығы. Қор нарығының ішінде тек технологический секторды алып қарасам, әр сектор әртүрлі. Енді ең көп табыс беретін обычно агрессивный технологический сектор ғой. 3 есе сондай процент өскен екен 2020-да. Ковидтан бері 2020 өскен. Енді әрине біз бычий рынокқа түсіп қалдық, но все-таки байқап тұрсаңыздар, біздің Қазақстанда осы бір қор нарығына деген инвестиция аз айтылады да. Всегда традиционный дейді ғой. Сондай бір недвижкаға салу, түсінікті, понятный нәрселер. Оны да жоққа шығармаймын, ол да жақсы, бірақ ақшаны диверсификация жасап әртүрлі жаққа салған дұрысырақ болып деп есептеймін. S&P 500 қанша берген 5 жылда? 5 жылда одан QQQ-дан аз енді, бірақ шамамен бір 100-120% дей берген ғой. Жаңа Big 7, иә? 200-300% деген. QQQ деген 100 технологический мықты компаниялардың жиынтығы деген. Осыған сәйкес мен осыны цифрлармен дейді ғой, сандармен нақты көргеннен кейін мына салада ұзақ қалсаң, ұзағырақ табысқа жетуге, көбірек табысқа жетуге болады деген нақты бір сондай убеждение қалыптасты. Сәйкесінше мен тапқан ақшамның белгілі бөлігін қайтадан реинвестиция жасаймын. Ол қысқа мерзімде сіз жаңағы сонда алтауының ішінде именно қор нарығына көбінесе саламын. Әрине өзімнің андай подушка безопасности деген сияқты оған бөлек ақша тұрады, былай депозитте тұрады негізі ол мен де айтайын. Но ол жақта көп ақша емес. Но көп бөлігі сол активтерде, жаңағы именно акцияларда, ETF-тарда сол жақта жиналады. Сіздер басқа не нәрселерге инвестиция жасайсыздар? Алмат мырза, сізден көбірек сұрау керек сияқты. Бізде недвижка деген көзбен көретін, қолмен ұстайтын и кез келген адамға совет берген кезде самый салыстырмалы түрде безопасный актив. Мысалы биржаға кім кіре алады? 100 адамның 3-еуі ғана, 100-дің 100-і кіреді, бірақ результатқа 3-еуі ғана жетеді да. Сен оны массовый адамдарға совет бере алмайсың, ал недвижка уже уақытпен өзін көрсетіп қойғанда, қанша адам кірсе де в основном плюске шығады. Жаңа недвижканың процент аз дегенге айтып отқаным ғой. Бізде недвижка бар, кәсіп бар, оның барлығы уже со временем келді да. Мысалы мен ақша табуды жаңағы бірінші, екінші класста тауып уже бастап кеттік десек, одан кейін уже кәсіпке келдік 2015-2016-та уже ақша көбейту деген нәрсені көрдік, жоғалту деген нәрсені көрдік. И бір определенный уақыт келді, основной источник доходаны қалыптастырдық, енді барып диверсификация деген нәрсені ойлануға келген кезде ең бірінші тоже недвижимостьтан басталды, одан кейін барып алтын қосылды, одан кейін барып ең соңынан кәсіп қосылды. Өйткені кәсіпте жаңағы 200% беру мүмкін, бірақ 0 болып қалуы да мүмкін. Минусқа кетіп қалуы да мүмкін. Бірақ Аллаға шүкір біздің салған кәсіптердің барлығы бір жіті анализден өткендіктен ба барлығы жүріп кетті. Кәсіпке салған ақшалардың. И жаңағы кім Асекең айтқан 6 секторға да депозиттен басқасын барлығына не жасап қойдық. Ақша салып тастадыңыздар барлығы. Инвестиция. И ақша жинаудан бұрын ең бірінші айтатын нәрсем ақша беру. Біреулерге ше. Садақа деген бар ғой. Что-то ешкім айтпай жатыр. Зекет ол уже уровеньге келгеннен кейін ғой.
жаңа садақаның мөлшері мен өзіме қойдым, кез келген табыстан ең минимум 1%-тен деп бастадым да. И уже 1%-іңді көбейтуге тырысасың да одан кейін. И сөйтіп поэтапно кете береді. Сен процентің уже 99%-ің уже жеткілікті болып жатқан кезде өзіңе қалып жатқан соның процентін көбейтіп бастайсың да. Бірақ сразу 10%, 15%, 30% деген андай манипуляциялық нелер көп. Нәқа сал, нәқа көмектес, бірдеңе деген сияқты. Сіз өзіңіз фикс қойып қою керексіз. 1% болды. Қандай табыс түссе де 1%-ін мен садақаға берем деп. И ол садақа сені кризистен қорғайды, кез келген проблемадан қорғайды, дүниеңді сақтайды. Садақаны көбінесе кімдерге бересіздер сіздер? Садақаны жария садақ болып кетейін деп тұр ғой мына жерде. жоқ, мен практика бойынша айтайын. Жоқ, Каспида переводпен жібересіздер ма, или определенный бір отбасыларға бересіздер ма, или жақындарыңызға бересіздер ма деген сияқты. Именно Жоқ, бастаушы кісілерге айтайын мен өзімнің историям бойынша, опытым бойынша харекет қорына күнде 100 теңге беріп бастадым мен. Минимальный күніге өзім не қойып қойдым. Ұйқыдан тұрдым ба, Аллаға шүкір 100 теңге жіберем. Сол менің күнім сонымен басталды да. И сен туыстарға берейін десең 100 теңгеңе сен қуасың ба дейді ғой, 100 теңге беріп тұрсаң. Ан жақта сенің садақа деген пункттің орындалды и ешкімнен ұялмайсың да. Ол өзіңмен өзің болып жатқан нәрсе, сен өзіңде птичка қойылып тұр. И одан кейін барып туыстарға и так далее деген сияқты нәрселер кетеді. Мысалы, менің өзім садақа беретін болсам, именно переводпен немесе Каспимен жіберген кезінде мен қанағаттанбаймын. Мен садақа берген сияқты болмаймын. Потому что мен садақаны прям міне қолыммен алдым, мысалы продукты болсын, басқа нәрсе болсын, именно сол мұқтаж адамға қолына берген кезде уже менде андай не болады да, спокойствие дей ма, не дейді. Өйткені соңғы уақытта, дұрыс жетті, мен өзім бердім, сол адамды көзбен көрдім деген сияқты да. Енді соңғы уақытта неше түрлі қорларға байланысты нәрселер шығып жатыр ғой, и мен сол кезде дұрыс жасап жатыр екем ғой. Потому что мен Каспимен беріп жатқан ақшам біреуді байтып жатыр ма, или шынымен мұқтаж адамға барып жатыр ма, мен оны білмеймін да. Сондықтан да именно садақа бойынша мен сондай бір өзімде не бар, қалай еді? Лайфхак деген принцип бар. Сол кезде андай бір қуанам да мен, потому что ана адам маған рахмет айтады ғой, шын аузымен рахмет айтады ғой, рахмет деп, и еще ол қиналған адамды көрем. И Аллаға шүкір, мен осындай мұқтаж адамға көмектесе алдым деген кезде, сол кезде ғана қанағаттанам да. Деген сияқты, сол үшін сұрап жатқам ғой, садақа беруде определенный бір принциптеріңіз бар ма деген сияқты. Енді осы ақша жинауда, мысалы осы жерде енді Шыңғыс мырза, Алмат мырза, мен отбасым бар, бала шағам бар деген сияқты. Асылхан мырза пока что бойдақ. Енді осы отбасы құрғанға дейінгі ақшаға байланысты қарым-қатынаспен бойдақ кездегі қарым-қатынас екеуі екі түрлі бола ма, или қалай айтсам болады, типа мысалы біз отбасымыз бар, бала шағамыз бар, жауапкершілік жоғары, ойбай ақша жинау керек, ақшамызды көбейту керек деп басқаша қараймыз ба, әлде Асылхан мырза мысалы үшін сізге дальше жүруге, ақша жинайым, көбейтем дегенге не мотивация береді? Мысалы, көбінесе біз ата-ана ретінде балдарымыз көбінесе бізге мотивация болады. Жақсы өмір сүрсін, жақсы мектепке барсын, жақсы оқысын деген сияқты. Балдарыңды көресінде бір жатуға ұялып қалатын кездер болады да. Ал сізге ешқандай пока не жоқ кезінде не итермелейді алға жүруге деген сияқты? Қаржылық мақсаттар ғой жаңағыдай. Негізі кез келген ақшаны жинау барысында болмаса жаңағыдай транжирт етпей, жалпы дұрыстап экономить етіп, бөліп расходтардың барлығын дұрыстап жазу барысында мақсат маңызды, өте маңызды. Бұл жерде мен бұған дейін енді бұйырса үйленемін, иншалла осы жазда. Бірақ оған дейін менде ондай потребность болмады ғой. Мен қалай, но мен в целом просто үй алам деген сияқтыға жинай бердім да просто ақшаны. Яғни ол үй алам деген ақша жинау анау қызбен жүріп бастағанда болды ма? Оған дейін. Өйткені мен ол үйленсеңіз де үйленбесеңіз де керек деген сияқты ғой. Енді көп солай ойламайды ғой. Бәрібір керек қой адамдарға. Одан кейін барып енді сөйлесіп бастаған екен, одан сайын сезінеді екенсіз. Сонда по-любому сіз пока үйленген жоқсыз. Но мен сезініп жатырмын уже почти сезініп жатырмын. Кетіп жатқан шығындар болсын, уже айттым ғой, инвестициялық. Сонда бойдақтарға беретін советіміз үйленіңдер дейміз. Міндетті түрде. Ол жүйеленеді деген, мен үйленбесем де уже жүйеленіп жатыр. Уже ойлана бастайсыз. Алдында сіз енді өзіңіздің потребностьтар бәрін жауап тастайсыз. Не ішемін, не жеймін деп әр жерде
көрінген жерден тамақ ішіп жүре бересіз да мысалы. Ал қазір өзі басқа жаққа жинау, оны көбейту деген сияқты әртүрлі ходтарды ойлана бастады екенсіз. Соны исламда да айтады, ислам дінінде береке бар, үйленіңдер деп ше. ең бірінші қандай кеңес айтасың десе үйленіңдер дейді. Міндетті түрде сол нәрсе жүйеленеді былайша айтқанда. Өзі сіз жауапкершілік сезінсеңіз, міндетті түрде оның астында қағидасы бар. Жауапкершілік сезінбесеңіз, сол күйі жүре бересіз, қандай болсаңыз да. Ол жауапкершілікті сезіну керек, ер адам ретінде жаңағыдай не дейді ғой, ақшаны алып келуші деп басым айтады ғой ер адамдар. Добытчик, иә. Сондықтан ол нәрсені міндетті түрде іштен өткізу керек және соның жолдарын іздеу керек. Оны тек қана ақшаны жинап қоюдан бөлек, ақшаның жаңа источник дохода дейді, жаңа көздерінде ойлап табу керек та. Мен енді үйленгеннен кейін қалай болатынын білмеймін, көреміз, но пока что сол ойдың өзі, үйлену деген ойдың өзі жақсы әсерде деген. Толықтырып жіберсем болады ма? Жаңағы бойдақ деп жатырық, үйленген кезде деп жатырық қой. Иә, конечно, разница бар. Үйленген кезде бәрі жауапкершілік сезінесің ғой. Сол жауапкершілік жаңағы дұрыс әке болу, дұрыс күйеу болу деген нәрсе двигать ететін шығар, иә. Мен де ол двигать етіп та жатыр, но бұрын қаттырақ еді. Маған өзіме вообще қатты өткен, не үшін ақша жинау керек, не үшін баю керек деген секілді мындай идеяда 40 жаста, 50-ден ары қарай бүйтіп пахать еткім келмейді дедім да өзіме. Желание жоқ, в общем. И бұл жерде тек қана бір ғана выход бар, ол пассив табыс. Сен 50 жаста, в общем, жұмыс жасаған келмесе былай активно, значит, сенде бір қамтамасыз етіп тұрады, мына жақта не керек та, ақша түсіп тұру керек та, пассивка. И маған мына кэшфлоу ойыны қатты ұнады да, негізі. Алмат мырзалар ұйымдастырып не істеп жүрді ғой бұрындары. Мен осы бір жақында ғана бастадым. Жарты жыл бұрын ғана бірінші не ойнаған шығармын. Маған қатты өтті да кэшфлоудың идеясы. То есть бұл жерде идея сенің пассив табысың айлық расходтарыңнан көп болу керек деген секілді. Сол кезде сен большой кругқа өтесің. Оған дейін крысиный бегада жүресің. Яғни зарплатадан зарплатаға. Мен жаңағыдай большой кругқа өттім деп қазір айта алмаймын дәл қазіргі кезде. Бірақ уже бір мақсат пайда болды да. Мен бұрын жаңағыдай бір активтер, немесе бір үй, машина деген нәрсе мотивация беретін еді. Қазір менде жаңа мақсат пайда болды, ол пассив табысқа шығу. Мен примерно есептедім, негізі $1 миллион капитал болса, грубо говоря, 5%-дың өзі енді оңай емес, негізі, бірақ айлық 5% беретін болса, ол үлкен сумма да. Пассив табыс солай беріп тұрса, да хоть 2,5% берсе да, пассив табыс $1 миллион үлкен ақша да. Сол нәрсе мені қатты мотивировать етеді қазір. Пассив табысқа шығу, крысиный бегадан шығу, зарплатадан зарплата деген. Көбісі, в общем, мен білмеймін, нақты, может 80%, 90% адам сол крысиный бегада қалады ғой. Сол кэшфлоудың несі қатты ұнады маған. То есть, мысалға, Алмат мырзаның жасап атқаны сол ойынға келеді да. Недвижкаға салу, жаңағы кәсіпке салу, акцияға салу, наличкамен ұстау, алтынға салу, диверсификация жасалады. Пассив табыс түседі. И жайлап уже сен пенсияға шығып кетсең болады. Ну, в кавычках пенсия да. Шынымен де сол ойынды барлықтарына кеңес беремін ойнауға. Жаңағы жүргізуші өте маңызды. Жақсы жүргізуші болса, сізге разбор жасап беретін болса, мысалға, сол ойында бүкіл сіздің ішкі мына ішіңізде не болып жатыр, мына басыңызда не болып жатыр, қандай бзиктар бар, убеждение бар, бәрін бетіп алдыға келіп төгеді ғой столға. Дәл өмірде қандайсың, ана ойында да дәл сондай әрекеттер жасайсың шынында да. Сондықтан ана сол нәрсе маған қатты өтті, то есть пассив табыс, жаңағыдай крысиный бегадан шығу, сен айлық расходтарыңды спокойно жапса, отбасы. Сол нәрсе қазір маған қатты бір мотивация береді осы пассив табыс деген. Мен кішкене странныйлау адаммын, андай армандағын жақсы көретін, армандарына сенетін, и жазған нәрсесінің орындалатынына, и арман мақсаттарға жету деген реальный нәрсе екенін. Ең алғаш менде 2022 жылы бірінші рет кэшфлоу ойнадық. Сол жерде басында жаңағы ортада кругтан шығу мақсат. Кругта жүрген кезде кәсіп барлығын жасап күшті болып келе жатамдағыны бір билет шығады. Билеттен $1 миллион шығады ғой. И сол жерден бастап менде уже жанып кетем ғой. Мәссаған деп. Значит, мен ойында барлығын дайындап болдым да, и маған дік еткізіп, бір удача ма, успех па бірдеңе келді, и мен ұстап алдым да, получается, оның келуіне дайын болдым деймін. И сол моменттен бастап мен басымда убеждение отырады, что маған $1 миллион келе жатыр. Ол негіз бұған дейін келу керек еді, бірақ мен дайын болмағасын әлі келмей жатыр деген сияқты бір өзімде убеждение пайда болады 2022 жылы. И содан бастап жаңағы кітап оқу, дисциплинаны көтеру деген сияқты нәрселерге қатты кірісіп кетем.
Аллахтың қалауымен сол орындалады. Қазір маған не мотивация береді? Бэтмен деген комиксті көрген шығарсыздар. Оның мен кішігірім фанатымын да. Бэтменнің состояниесін қараймын бір күні. Комикстағы состояниесі қанша деген. Комикстағы состояниесі 80 миллиард доллар екен да. Оның капитализациясы мен басыма сол не істеп қалады, отырып қалады да. Болды, менде цель капитализация 80 миллиард долларға жету деген. Соны қойғаннан бастап уже бұрынғыдан тезірек прогресс болып жатыр да. Алмат мырзаның қазіргі капитализациясы қанша? Кәсіппен несек, Кәсіп бойынша, қазір осы кәсіп туралы бір қызық не айтайыншы, кейс айтайыншы. Мен XM алам деп ауырам. 2023-тің басында, Шәкеңдер біледі, по-моему. Бір сұрақ қойып жүрсем бола ма? Сіз бір рет чатта айттыңыз ғой, $100 келген машинам деп, жаңа ойында да айтып жатсыз ғой, типа келіп қалды. Сондай случай емес па? $100 келген мынау менің қазір айдап жүрген машинам деген не ол? Соны машинаңыз $100 аласыз ба? $100 деген инвестицияның басы ғой. $100 сол $100-ыңызды сол машинаның ақшасына дейін көтере алдыңыз ба сіз сонда инвестиция арқылы? Хауюсиге кіріп кетейін деп тұрып оны насихаттағым келмейді. Ол нәрсе мен басымнан өтті, айналыстым, но кейін зерттей келе жан-жақтан кісілердің ол дұрыс емес екендігін айтып, сонымен ол Хауюсидің темасын жапқан. Бірақ $100 басталып, мен стримдар жүргізгем, ең көп жасағаным $100-дан $42,000 болды. 3 күнде жасалды. Хауюсиден, Хауюсиден. Бірақ оны ешкімге советовать етпеймін, өйткені мен сол 3 күнде кеткен энергиямнан кейін 1 апта восстановление болды. Қатты отырып қалдым анда. 1 апта восстановление болатындай нормальный ақша ғой? Именно жаңа стрессті басында $100-ды көтеріп атқан кезің білінбейді. Графигенді ойнап тұрады енді, көрген шығарсыздар. Бір кезде уже $10,000 болған кезде күшті болып тұрдан минус 8,000 болып кетті ше. Қатты стресс болып кетті да, сондай бірнеше рет болды. Сөйтіп вообще цель 50,000-ға жеткізу болған, бірақ оған жеткізе алмадым да, сонымен тоқтатып тастадым 42 или 43 мыңнан. Сіз сонда қазір вообще Хауюсимен айналыспайсыз, Хауюсиден айналыспаймын. Не үшін? Анау дінге жақын емес адамдарға айтайын, ол өте қатты стресс алып келеді. Сенің өміріңді қысқартатын бір фактор деп айта аламын. Кәдімгі Хауюсиде торговля деген, сен 2,000 плечомен кіресің ол жерге. Сенің $2,000 жоқ болып кетуге $1 ғана қозғалыс керек. Қазір осы жақында қараған мен, уже алтында бір күнде $500, $400 қозғалу деген примерно нормальный ситуацияға келе жатыр да. Біз айналысқан кезде ондай движение болмайтын. Біз деген 2000-нің маңайында 1900, 1800 деген кездерде айналыстық та. Сондықтан біріншісі сол стресс, екіншісі ақшаңды өте тез жоғалтасың тапқаннан бұрын. Үшіншісі халал емес ол. Негіз бірінші осыдан бастау керек, бірақ бұл нәрсені көп кісілер бәрібір қарайды. Құнттамайды. Ол олар үшін приоритетінде емес. Көп адамдар. Халал болсын, главное ақша табу дейді көп адамдар. Главное ақша табу, Бірақ сізді ең бірінші қоюға әсер еткен сол, халал емес болған. Сұрақ па? Не үшін халал емес? Түсіндіріп өте аламыз, Біріншіден плечо, екіншіден шорт, үшіншіден активтің өзімен торговля жасамайсыз. Сіз просто алтынның движениесіне, былайша айтқан кезде ставка қоясыз ғой. Оның артында шынайы алтын жоқ, негізі. Шынайы алтын бар. Бар ма? Алтынның просто сіз мысалға олимпте алатын болсақ, футбол болып жатыр да. Футболдың өзі халал, бірақ сен олимпке ставка қоясың ғой. Типа ұтады либо ұтпайды деп. Сол жері харам да оның. Бұл жерде де алтын негізі өзі халал. Ол реально бағасы, құны жүріп жатыр осылай. Сен осыны либо өседі, либо түседі деп, мына жақта ставка қоясың. Через брокер. Жоқ, қараңыз, оның артында қалай алтын бар? Жаңа сіз 6 активті айттыңыз ғой. Сол кезде алтын дедіңіз, алтынға инвестиция салу. Ал мына жерде Хауюсди деген бөлек ол. Contract for difference деп аталады ол нәрсе. Соны түсіндіріп өтсеңіз. Неге ол алтын, анау да алтын емес? Ашып беріңізші соны. Жаңағыдай ғой, алтынның нағызғы бағасы мен өзім де білмеймін. Отражаться етіледі ол жерде. Тура сол алтын сіздер алып жатқан нарықтағы, енді сәл кешік біледі ғой, нарықтағы алтын болсын, қандай алтын, қандай пробадағы алтын болсын. Бәрі соған бір унциясына қарап есептелінеді бағаны. Но ол жерде сіз мысалы менің айтып жатқан жаңағы драг металл деп жатқаным, ол сіз нақты
әртүрлі жерлерде сақталатын алтынды иемденіп сатып алуда физический алтындар. Ал бұл жерде сіз нақты сатып алған кезде плечо қолданады деп отыр, 1-2 доллармен, 100 доллармен, 200 доллармен кіреді. Ол жерде нақты алтынға иелік етпейсіз. Сол плечосыз сатып алсаң иелік етесің плечосыз да немен сатып алсаңыз да how USD кез келген бір нәрсе USD Forex-тағы кез келген нәрселердің барлығында сіз нақты қолыңызда актив жоқ. Сіз просто солың арасындағы қозғалысының difference деп тұр ғой, contract for difference дегеніміз ағылшын тілінен айырмашылыққа контракт береді да сізге. Сіз соған ставка қойып, бұл мынанша уақытта түседі, мына жерге түседі, мына жерге көтеріледі деген сияқты. Халал харамдығына келетін болса, ол дінде рұқсат жоқ өзіңе тиесілі емес нәрсені сату. Яғни сіз нақты алтын алмайсыз, ол жерде контрактын аласыз соны. Бірақ жаңа Алмат мырза айтып тұр ғой, ол артында алтын бар деді ғой жаңа. Жоқ, баға алтынның өзінен бағаны қойып тұрған реальный алтынның құны да мына жақта уже сіз брокер арқылы просто ставка қойып отырсыз. Ол брокер бағаны ауадан алып отқан жоқ. Ол реальный алтынның бағасын алып отыр да. Сол мағынада. Бірақ сен ставка қойып отырсың просто өзгеруіне, иә. Алтынды алып сатып отқан жоқсың физически. Все. Форекс, жаңа капитал. Плечо деген түсіндіріп жібересіздер ма? Может, кейбір кісілерге түсініксіз болып қалуы. Плечо дегеніміз кредит беріледі. Мысалға, ең аз плечоларымыз біздің танымал брокерлер Freedomда мысалы 2-4 деген сізде $1000 болса, сізге мүмкіндік береді 2000 немесе $4000 ақшамен торговать етуге. И ол уже біреудің өзіңде жоқ ақшамен сауда жасап пайда табу деп ғалымдарымыз үкім шығарған, харам деп. Біз алдында осы подкаст How USD бойынша түсірген кезде комментарийде әңгімелер болған еді. Осы бойынша, яғни толық подкаст бар, иә? How USD харам ба, халал ма деген тақырыпта. Если что, толық ашылған подкаст бар, соны сол жерден қарасаңыздар болады, иә? Рахмет, дальше не айтып отыр едік? Кэшфлоудан басталды ғой негізі сол. BMW-ны айтып берсеңізші. BMW-ны айтып беріңізші. BMW деген күшті кейс енді маған. Не ол? 2023 жылы BMW алам деп ауырам. Цель болады менде. Сонымен ақша жинаймын. 2023-24 2 жыл ақша жинаймын жаңағы BMW-ға деп бөлек. Не істеп ақша жинаватсыз? Сауда жасау арқылы да, биржада. Биржада. Иә, сөйтіп ақша келеді. Бавария центрге барамыз, BMW-ны есептетеміз, договорына қол қоямыз, мынау. И одан кейін анализ жасаймыз уже, шешім алып қойғаннан кейін анализ жасаймыз ғой біз деген. Примерно сондай болады да. И бағаларын қарасам уже ликвидность жағынан баға примерно 20-30%-ға түсіп кетеді. Салоннан шыққаннан кейін. И ежемесячный несі бар, обслуживаниесі бар. Оны менде шығаратын пассивный доход жоқ. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, пассивті доходқа өмір сүру деген. И сонымен тұрамын, ойланамын мен, бұның негізі қызметі қандай? Бірінші мақтану үшін алғым келіп жатыр екен. Бірақ қарап отырсам мен лучше Lexus 600-бен ба солайынан мақтанған қазақтарға больше өтеді деген өзімде не болады. XM-ді қазекендер қатты түсіне бермейді, бір любительдер болмаса. Toyota ше. Нормально, 300-ка. И сөйтіп тұрам. Как раз Лисянның хит болып атқан кезде, Лисян бағасын қарасам, 20-25 миллион. Получается, мен жаңа 80 миллионға BMW-ны алғанша, 20 миллионға Лисянды алып, үстіндегі ақшаны, мынау Лисянның расходын жабатындай бір кәсіп жасауға салып қойсам болады деген идея келеді да. Сонымен үстіндегі ақшаны былтыр 2025-тің басында 3 кәсіпке саламыз. И ол кәсіптер уже өздерін оккупать етіп, ай сайын пассивный доход алып келіп тұр да. Сонда бір рет пауза алып, ойланып, сәл есептегеннің арқасында осындай не келді да. Ал осы кезде и осының подтверждениесі ретінде жақында Бигпота ет шығады. Ол Нұрбол ағамыз. Былтыр, BMW 7 алған $200 000-ға, биыл әрең дегенде $140 000-ға сатты да. Получается, бір жылдың ішінде $60 000 жоғалтып тұр ше. Ал ол уақытта біздің ақша, наоборот, өз-өзін ақша жасайды. Еще Лисянның бағасы да өсті. Лисянды өсті. Мысалы, финансистер айтады ғой, салған ақшаң ең құнын жоғалтатын нәрсе ол машина деп ше. Потому что ол салоннан шыққан кезден бастап өзінің құнын примерно бірнеше процентке төмендетіп тастайды. Сондықтан да машинаны андай просто айдасаң жеткілікті деген сияқты, сондай для понты алмау керек деген сияқты. Соған келісесіз ба сонда? Құрал қылып қолдану керек қой, кәм
точкадан точка ға жететін. қазір лисянды от души айдап жүр, балыққа да мінеміз. Итін шығарып бұл нәрсе анау эмоциональная покупка дегенге келеді екен, иә. Мысалы біз көбінесе, енді сіз ұлдарды білмеймін, біздер қыздар мысалы үшін Инстаграм қарап отырсақ, или там Мегада бір жерде жүрсек, Золотое яблокоға кіріп бірдеңе, хотя ол бізге керек емес, иә, ала саламыз, Каспийдан бірдеңе көріп жатсақ, заказ бере саламыз деген сияқты да. Вот мысалы үшін мен осы соңғы бір айда өзіме эксперимент жасап жатырмын. Оказывается, менде крем бар ғой, кәдімгі бетке жағатын кремнің бір 8 түрі бар екен. Оның түбінде қалып кете берген, мен андай көрсем болды ала беремін да, и вообще алмаймын дедім. Уже примерно Бәрін араластырып отыр. Бәрін бір ыдысқа араластырып отыр. жоқ, бәрін жағамда, примерно 5 күнде бітіп қалады деген сияқты ше, уже анау сақтап жатырмын, рилсқа түсіремін скоро андай. Мынаншаның бәрі деп ше, ана пустой нелердің бәрін сақтап жатырмын, неге? Ящикқа сақтап жатырмын, что көрсетемін деп ше. Күшті екен, ана эмоциональная покупкамен бізге керек емес болса да көп нәрселерді ала береміз да. Негізі қажеттілік деген нәрсе бар. И еще қалай еді? Екінші нужда не деген ба? Жоқ, хотелка ғой. иә, қалау и қажеттілік деген сияқты. Біз көбінесе қалаулармен алады екенбіз да көп нәрселерді. И вот осы эмоциональная покупкаға сіз жаңағындай қарсы емес, қалай еді, анти деп айтылады ғой. Эмоциональная покупка жасамау үшін бірінші 24 сағат деген не бар? Техника бар. Сен 24 сағат примерно біз бардық, бір кофтаны көрдік, үйге келіп 24 сағат өзімізге берген кезде шынымен ол бізге керек емес болып қалады ше. Көбінесе эмоциямен алып қоямыз. Вот осы сияқты именно қаржылай тәуелсіздікке алып баратын қандай өзіңіздің өміріңізде қолданатын лайфхактар бар. Соны каждыйымыз бөлісіп өтсек, жаңағыдай мысалы үшін эмоциональная покупка жасамау үшін өзіңе 24 сағат немесе 7 күн уақыт бер. Реально сол кезде сен ол нәрсе саған керек па, керек емес па, білесің деген сияқты. Мысалы біз көбінесе киім аламыз да үйге келсек, вообще керек емес болып қалады. Просто өзіміздің ішіміздегі нәпсімізді тойдыру үшін, ал нәпсі ешқашан тоймайды ол ше, аламыз деген сияқты. Сондай бір кеңестеріңізді бөліссеңіздер осы именно не бойынша, қандай лайфхактар бар, не қолданасыздар деген сияқты. Мысалы, мен мына нәрсені айтайыншы, счет бөліп төлеу деген нәрсе. Менің бір рилсым бар, сол қатты атып кеткен, еще күшті аудиториялар алып келген. Мысалы, біздер қыздар ресторанға, кафеге барсақ, көбінесе счетты қақ ортасынан бөліп төлейміз. Ұлдардың арасында сол нәрсе бар ма? Соған қалай қарайсыздар? Счетты ортадан бөліп төлеу керек па? Әлде кімде ақша бар, төлей салғанда тұрған ештеңе жоқ па? Қалай қарайсыздар осыған? Мен ситуациямда болса, егер біз өзіміз бір арамызда келісім болса, мысалы бір достармен отырдың, ол кезде біз бөлісеміз. Ал егер қонақ қылып шақырсаң, ол кезде өзің төлейсің. Немесе жаңағы біреуді кездесуге шақырсаң, ол кезде мен өзім төлеймін. Мені шақырса, мен принципиально төлемеймін. Шақырған адам өзі төлейді. Ал егер жаңағыдай жолдастармен отырған кезде, мен даже төлеп ұстасам да, болғаннан кейін не жазып жіберемін, Каспий номерімді и каждыйына жеке-жеке бөліп, и еще чуть-чуть қосып жазам да, мен өзімнің расходын жауып алу. Ойбай, пысық екенсіз. Бұрыннан ба, или ол уақыт өте келе пайда болды ма бұл нәрсе? Таксаут етіп жүргенде пайда болды. Таксаут етеміз да, мысалға, шамал ақша жиналса, донор жегін кеп кетеді, бірдеңе болады, сондай кезде барасын, біреуді угощать етіп түгілсе, өзің енді донорға ақша таптың ғой, бірақ бір өзің жегін келмейді. Анан үйінен алып кеттің еще жолдасыңды, келін, донор жердің, сонымен қайтып апарып тастайсың да, бірақ счетты бірге төлейсің. Счетты бөліп төлейсің. И ода тұрған қатты не жоқ сияқты. Нормально, иә? Нормально, көз қарасыңыз, нормально. А сіздерде қалай? Мысалы, кейде анандай неудобный ситуациялар болып қалады ғой, ешкім төлемей тұратын кездер болады ғой. Счет келеді, бірақ қарап отыра беретін. Ол кезде мен былайынан жасаймын, сразу кімге қаншадан жіберу керек деп сразу өзімнің немді алып тастаймын ше. Мен төлейін деп жатқан жоқпын деген позициямды білдіремін да. Кімге қанша жіберуім керек деймін, болды сөйтіп шығып кетемін, киімімді аламын да. Өйткені ондай ситуациялар көп болып тұрады енді кездесулер. Шыңғыс мырза, сіз алдында айттыңыз, ақшаны оңды солды шаша беремін деген сияқты ше. Сол кезде де осылай счет төлейтін бе едіңіз? Наоборот, сол кезде мен, сол кезде өзім төлейтін едім көбінесе, тәлпіштеніп. Сол кезде сонда біреуге жақсы көріну үшін счет төлеу, ол дұрыс емес деп ойлайсыз, иә? Андай ғой, ол же мақсат, ниет басқа болып кетті ғой. Мысалға, крутой екен көрсету деген. Мен жақсы деп ойласын деген секілді. Бірақ андай да, кішкентай тиыннан үлкен теңге құралады екен да, негізі. Айдың аяғында мен тоже учет жүргізем.
соңғы 1,5 жыл жүргізіп жүрдім да. Қарайсың, страшно суммалар шығып кеткен да. Соны ойлайсың, қалай оптимизация жасауға болады, уже көзбен көріп есептегеннен кейін уже идеялар келеді. Так, мен оказывается мына жақта көп жаратып қойғанмын, мына жақта счет төлегенім кем деген секілді. Менде принцип Алмат мырзаныкіндей плюс-минус, бірақ даже если мені шақырса да жаңағыдай қанша жіберу керек деп сұрап или мысалға айтпай өзі төлеп жіберсе, типа мен жабам деп айтпаса, онда лақтырып жіберемін жартысын. Өзімнен андай должность сезімін алып тастаймын ғой. Ана кісіге долженмын, келесіде мен шақыру керекпін деген сезімді алып тастаймын, ақысын беріп тастаймын деген секілді. Сосын андай мысалға кейбір адамдар шынымен андай да, мысалға сен айттың негізі жаңа, сен оны шақырған жоқсың, ол общий стол болды, төлеу керек та ол лақтыру керек. Бірақ ол лақтырмайды да ол. Сондай кезде қалай сұрайсың? Бұл обмен мәселесі ғой. Негізі обмен дұрыс болу керек. Равномерный обмен болу керек. Ол каждый раз сен оның счетын жауап бере алмайтынын түсіндіру керек та. Прям айту керек, нормально ол нәрсе мысалға. Осындай счет шықты, лақтырып жібересіз деген секілді. Себебі алдын ала келісім болмады ғой, мен төлеймін деген секілді. Так что қыздар болсын, ұлдар болсын, ресторанға, кафеге барғанда счетты бөліп төлеңдер. Тиыннан негізі андай үлкен теңге не істейді, құралады. Сол мәселе маған қатты өтті да. Мысалға 200 мың теңге зарплатамен өмір сүріп, соны дұрыс управлять ете алмасаң, 200 миллион теңгені управлять ете алмайсың никак. Осы мәселе бойынша 150-200 мың теңге табатын адамдар бар. Айлығы Қазақстанда өкінішке орай әлі сондай бар. Сол адамдар жазады да, инвестиция жасау үшін көп ақша керек деп ойлайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Инвестиция жасау үшін көп ақша керек па? Әлде ақшаң аз бола тұрса да, кішкентай ақшамен бастасаң сол дұрыс па деген сияқты. В общем, кішкентай ақшамен инвестиция жасауға бола ма? Маған да жазады негізі көбінесе. Біз енді сол біліммен бөлісеміз ғой, инвестиция туралы, именно қор нарығында деген инвестиция. Өйткені үй алайын десе сразу наличкасы жоқ, аз ақша көрінбейтін шығар дейді, мен айтамын, көрінбейді деймін. Ол шынымен мойындау керек. Аз ақшамен 100 мың, 200 мың сақ қойсаңыз, ол көрінбейді. Но сізде бір привычка дейді, әдет қалыптасады. Инвестиция деген мағынасы не? Жалпы ол мағынасы тез байып кету емес қой. Ұзақ мерзімді ойлана алу. Тек қана ол материалдық жағдай емес, материалдық жағдай ең соңында тұратын нәрсе да. Оған дейін сіздің өзіңіздің ішіңіздегі трансформация. Сіз дисциплинаға берік боласыз, жаңа әдеттер қалыптасады, күнделік жүргізе бастайсыз. Жаңа айтып отыр ғой, эмоциональный покупка жасамайсыз. 50-30-20 деп айттыңыз. Әркімнің қаржылық деңгейіне байланысты ол бөліне береді. Менде 40-20-40 мысалы. 40-20-40 деген ол жаңағыдай қажеттіліктер, қалаулар және не деген сөз, жинақтау осы. 40% деген чисто базовый расходтар, шығындар жабады, 20% қалаулар. Қарасаңыз, қалаулар аз да. Өйткені мен соған үйренгем. Мен де өйтіп қатты покупка жасамаймын. Мен өте мың ойланып, мың толғанып бір нәрсе жасайтын кезде сондайға үйренген адаммын да. Ал яғни осында жүргізіп бастайды адам, яғни мышлениясы қалыптасады. Сөйтіп жаңа табыс көздерін ойлап тауып, жан-жақтан ақша тауып, өзінің табысын көтергеннен кейін ғана белгілі бір бөлігін инвестицияға салып, содан кейін ғана көрінеді негізі ұзақ мерзімде. Сонда қараңыз, оның айлығы 200 мың теңге, 10% 20 мың теңге. 20 мың теңге менде инвестиция жасап болады. Ондай акциялар бар, ETF-тар бар, өте арзан тұратын. Не жасайды 20 мың теңге инвестицияны? 20 мың теңгені енді мысалы үй алу дегенге білмеймін енді. Депозит тоже, облигация деген нәрсенің барлығы егер ол харам халалға қарамайтын болса, белгілі бір дәрежеде пассивный 20%, жылына 20% облигация дегендер бар Қазақстанда. Бірақ мен өзім оны құптамаймын. Себебі дұрыс анализ жасау арқылы негізі жылына одан да көп проценттер шығаруға болатын сияқты деген менде. Жоқ, мысалы мен сіздің клиентіңізбін. Менің айлығым 200 мың теңге, Асылхан мырза. Енді 10% 20 мың теңге. Мен осы 20 мың теңгені окончательно шешім қабылдадым, инвестицияға саламын деп. Өйткені инвестицияда сен қанша инвестиция жасауың емес, қанша ерте бастауың маңызды, дұрыс па? Сол үшін мен 20 мың теңгем бар. Так, салдым брокерға, мысалы, қандай брокерді кеңес бересіздер? Мысалы, Пайдакс бар, Қазақстандық халал, тек лонг позиция ашылады, маржасы жоқ. Мен атына тіркелсеңіз $50 бонус ала аласыздар. Одан кейін Пайдакс мысалы. 20 мың теңгені салдым, енді не нәрсе сатып алуым керек, мен білмеймін мысалы. Просто сап қоямын ба, не істеймін? ETF деген нәрселер бар. Ол жалпы компаниялардың жиынтығынан тұратын индекс. Соның бір үлкен мықты әлемдегі S&P 500 деп айтып жатады ғой, не естіген шығарсыздар. Жалпы әлемдегі Америкада 500 мықты компанияның жиынтығынан құралған индекстің нәтижесінде болады. Сол компанияларға үлескер болуға болады. Ол енді сіз басыңызды қатырмайсыз, жекелеген компанияларды зерттеп, ол компаниялардың отчеты қалай шығады екен, қалай болады екен деп
қайта рынокқа кіріп бағаның ары бері қозғалуынан стресс алмайсыз да. Оны сіз үшін арнайы фондтар жасайды. Өздері аналитиктер отырып, S&P 500 деген бар, QQQ деп айттық, мықты 100 технологический компания, 200 индустриялық компания деген сияқты әртүрлі секторлардан сондай компаниялардың жиынтығы бар. Өзіңіз түсінетін, өзіңіз сенетін соларды аласыз, сатып аласыз, олар арзан тұрады, біреу екеу пайдакста еще бөліп алу мүмкіндігі бар. 100-ге бөлінген. Иә, 100-ге бөлінген. Яғни сіз кейбір акциялар, кейбір ETF-тар бар, $1000 тұруы мүмкін, болмаса $500 тұруы мүмкін. Сіз ай сайын мен ақшам жоқ қойған дейтін болсаңыз, сіз белгілі бір бөлігін, дробный дейді ғой, бөліктеп сатып алу пайдакста сондай мүмкіндік бар. Сол жерден сатып аласыз да, сіз ұмытып кетесіз. Басында әрине қиын болады. Бәрі біліп туылмайды ешкім. Минустар да тұрады кей кездері. Оның барлығын қазіргіде игнор жасау керек просто. Себебі мынандай қағида бар. Сіз неғұрлым ұзақ қалған сайын, ойында дейді, жалпы инвестицияда неғұрлым ұзақ қалған сайын, сіздің пайдаға шығу ықтималдығыңыз 99%-ға дейін кетеді. Почти 100%. Инвестицияға алғашқы жылдары табыс табамын деп келмеуге сондай, табыс ол табамын деп келген адам ол табыс табамын деп әртүрлі схемаларға ұрынады, тез ақша табу деп әртүрлі непонятный түсініксіз нәрселерге кіріп, соңында ақшасын бәрін сливать етіп, ой, бұл инвестиция дегендерін сендердің лохотрон екен, дұрыс емес екен деп, дұрыс емес негативті көзқарастар қалыптасады. Бірақ басында кез келген сала ол басында болсын, кейінірек болсын, инвестицияға ақша уже жоқ деп көру керек. Жаңа 20 000 теңгені салдыңыз ба, оны жоқ деп ойлаңыз, сіз ертең оны тойға баратын ем, класстастардың бір нәрсесіне ақша ертең шешіп ала саламын ғой деп ойламау керек. Как минимум 1-2 жылға ұмыту керек ол ақшаны. Және ай сайын тұрақты түрде өзіңізге белгілі бір уақыт қойып қою керек, айлықтың түсуіне байланысты ма, қалай болса да. Сол күні сіз не болып жатыр әлемде қызық емес, қандай жаңалық болып жатыр, баға жоғары жақта жүр ма, төмен жақта жүр ма, портфеліңіз минуста тұр ма, плюста тұр ма, қызық емес, просто сатып алып отырасыз. ETF-тарды, бастапқыда ETF-тар. Сосын өзіңіздің қызығушылығыңыз, мотивацияңыз, мінезіңіз, құлқыңызға сәйкес стратегияңыз пайда болады, өзі зерттей баста. Ол бөлек әңгіме, қазір ол новичоктарға керек емес әңгіме. Жалпы солай ETF-тардан бастау керек. Енді қараңыз, көбісі былай ойлайды да. Мысалы 20 000 теңге, айына 20 000 теңге, 20 000 теңге, 10 айда 200 000 теңге, дұрыс па? Ой, қош, 20 000-нан салып жүрем ба? Бір 10 айдан кейін 200 000 салам, ай сайын 20 000 теңге салып атқан сияқты болып есептелінеді деп ойлайды. Оған қалай қарайсыз? Біріншіден, compound эффект деген сөз бар, яғни проценттің көбеюі деген, проценттің чудо деп айтады ғой жалпы. Неғұрлым сіз тұрақты салған сайын, ол неғұрлым өзіңіз айттыңыз жаңа, ертерек салған сайын, сіз мысалы қазір, допустим, екі жағдайда 25 жасар азамат пен 30 жасар азамат деп айтайық. Ол 25 жасар азамат аз ақша табады, бірақ тұрақты түрде салады. Ал 30 жасар допустим 2000 теңге. 2000 теңгеден. Үйтіп қатты кетіп бақ қойшы, 2000 деп, 10 000 деп салайықшы енді бір. 2000 деген слишком оқыды. 10 000-нан бастай берейікші. 10 000 теңге салады, ана жаңағысы 50 000 теңге салады. 50 000 теңге салады да. Бірақ ұзақ мерзімде 50 жасқа жеткен кезде жаңа ертерек бастаған, аз салса да проценттің дәрежесінде, көбеюінің нәтижесінде снежный комок сияқты былай айналып соңында үлкейіп кетеді. Ең соңында екеуі капитал. Сложный процентпен есептеп көрсетеміз. Сложный процент деген жаңа калькулятор бар, соған салсаңыз кімнің ұтатынын көреміз. Сол үшін инвестиция деген нәрсе қаншалықты кім ерте бастайды, сол ұтады. Уақыт бойынша ұтады. Түсінікті. Енді басқа қандай нелеріңіз бар өмірде? Лайфхактар, практика, не нәрселерді? Так, бірінші біз айттық, доход, расход жасау керек, счетты бөліп төлеу керек деп айттық, Одан кейін қандай айттық? Мысалы, жаңағы комфорт такси шақыру, бизнес-класс такси шақыру дегенге қалай қарайсыздар? Мысалы, менің өзім қазір машинам бар, бірақ менше өмірімде ультима, бизнес-класс деген Яндекстен шақырып көрмеппін, қанша ақша тапсам да. Мен даже вместе деген таксимен де жүре беремін, мен ұялмаймын оған. Потому что мен көлікке отырсам, А точкадан Б точкаға жету мен мақсатым все. Ол қандай, ескі ма, жаңа ма, маған без разницы. Потому что біз ойлаймыз, типа 100 теңге ғой, онда тұрған не бар, бірақ сен күніне 5-6 жерге барамыз ғой біз, 500 теңге, 10 күнде ол 5000 теңге. Бір айда примерно 3-ке көбейтеміз қанша? 15000 деген сияқты, бір жылда деп кете береді. Сол сияқты міне майда ақша, үлкен ақша майда ақшалардан құралады. Ал көбісі ойлайды, ой, қойш, сонша ақша тапсаң да бір сен де өзіңнен аяйды екенсің деген осы темаға қалай қарайсыздар?
Мысалы сіздің кеше сторисіңізден көріп қалдым, жүзуге бару OneFitпен барам дедіңіз, иә? Онда тұрған ештеңе жоқ деген сияқты. Біреулер типа OneFitті қолдануға ұялады. И бүйтіп сіздікінен қарадым да, шынымен OneFitта тұрған ештеңе жоқ қой деген сияқты. Біз по-любому бір-бірімізге ой саламыз ғой. Сол сияқты бізді көріп отқан оқырмандарға ой салайық деген мақсатта. Осы таксиға байланысты қалай ойлайсыздар? Даже автобуспен де кете беруде тұрған не бар онда тұрған? Көбісі ұялады да мысалы. Ой, өмірге келдік қой, не бопты деген сияқты. Солай көбісі сөйтеді андай. Мысалы тура осы категорияда пойызбен жүру деген нәрсе бар тоже. Пойыз, самолет, самолет мысалы. Мен бұрында студент кезімде сондай немен ұялатындығым. Автобуста всегда андай бір жағдай төмен адамдар, өздеріне ақшасын аяйтын адамдар болмаса, жмоттар деген сияқты көп қой енді оның регалиялар айта беруге болады. Сондай бір подсознаниеда қалыптасқан еді, но өзім түсіндім. Ана суммаларды қарадым да, комфорт плюс бизнеспен жүргеннен кейін суммаларды қарадым да, жоқ, это нормально деп ойладым. Себебі ұзақ жолдарға мен комфорт шақырамын обычно. Өйткені ұзақ жолдарға, иә. Ұзақ 20-30 минуттан асатын болса, ол жол комфортпен жүрген өзіңізге пайдалырақ та. Артында аяғыңыз кең, отырасыз, қатты мазаламайды деген сияқты таксист бір нәрселерді айтып, иісі де бір приятный шығып тұрады, бір жақсы. Ал егер қысқа нелерге экономмен, болмаса вместемен жүру, онда тұрған еш нәрсесі жоқ. Себебі мақсат ол бір жерден А точкасына Б точкасына жету ғой. Сол сияқты кей кездері час пикқа түсіп қалған кезде автобуспен жүру ыңғайлы болады. Мысалы сіздің уақытыңыз бар, бара алатын. Неге нормально бір линиямен отырып алыңыз, бара беріңіз. Тура осы ходты мен пойыз, самолетқа да қолданамын. Егер мен срочно бару керек болсам, самолетпен жүремін. Ал егер маған нормально көріп барым келеді, мен жатып барым келеді, уақытым бар мен десе, мен пойызбен жүруге тальгомен, иә. Бұл жерде уақыт мәселесі. Себебі уақыт деген ең маңызды капиталымыз да біздің. Сондықтан оны ақшамен алмастыруға болмайды. Егер сіз асығып тұрсаңыз, иә, конечно, міндетті түрде сіз соның ходтарына қарай жылжисыз, сол бағытта қарай жүресіз. Ал егер жоқ, маған уақыт жағынан бәрі нормально деп өзіңіздің ішіндегі таракандарыңыз болса, жаңағыдай ойбай кедейлер жүреді, бір нәрсе десе, ол дұрыс емес мышление деп ойлаймын. Хотя соңғы кездері, соңғы жылдары сол нәрсені көп дәріптеп кетті көп адамдар. Сен жоғары қарай жылжу керексің, бизнес класспен бір нәрсе, бренд зат алу дегенге қалай қарайсыздар? Бренд зат деген сияқты. Оның барлығы адам ішіндегі жаңа нелерін пустота дейді ғой. Сіз мысалы жақсы табыс табасыз, бренд аласыз ба? Көрініп тұрған шығар. Жоқ, мен кішкене көзім зрение минус 3 еді. Ұнағанды аламын мен. Ұнаған. И потом бір принцип бар менде, ол биржада да и өмірде де максимально скидканы күту деген. Мысалға мен ноябрьде черный пятница болады, сол кезде примерно бір жылға наперед киімдерімді алып қоямын. Ол кезде до 70-80% даже размерің қалса 90%-ке дейін жеңілдік болады. И моменттер болады, андай қатты қымбат брендтерде андай үлкен размерлер ғана қалады ғой, шалбарлар. Мен соларды 80-90%-пен скидкамен алам да, үйдің астына ательеге беремін. Ойбай, не жеп пысық болады деймін да, бір бәсе. Күшті. Ол негізі реально лайфхак. Брендовый киімді киген кезде по-любому ощущениесі бір сапа жағынан болсын, басқаша болады да. Жоқ, бренд болғанда анандай бренд, типа Louis Vuitton, Gucci деген сияқты анандай. Өзінің ақшасына тұра ма, тұрмай ма, білмеймін енді, біз не істеген жоқпыз ғой. Просто ой, Louis Vuittonнан алам деген сияқты. Мысалы, no name брендтер бар, тура сондай ақша тұратын. Олар күшті, я, сапасы барлығы деген сияқты да. Вот сондай бренд зат алам, өзімді қуантам деген нәрсеге. Жоқ, ондай жоқ менде. Ондай жоқ па? Ондай жоқ. Мен ең қымбат. Мен осыған лайықтымын деген сияқты. Жоқ, ең қымбат аксессуардан Тумиден чемодан ғана алғам. Оның бағасы относительно қазір анау Louis Vuitton дегендермен салыстыруға келмейді да, өте арзан олардың қасында. И киімнен де Armani деген сияқтылардың 70% скидкамен сен нормально арзан қаласың. Интертоп деген сияқты сайттардан магазинге барып размеріңді көріп аласың, сонымен ар жақтан сайттан байырлармен заказывай. Иә, мен өте жақсы қолданамын, потому что мен енді 5 баланың анасы болғаннан соң, мысалы дәл қазір февраль, бүкіл жерде 70-80-90% дейін скидка отыр. Именно Рейма, бірдене деген сияқты курткамен оны баяғыда айтқам. Мысалы менде уже примерно бірінен соң бірін киім кетші, качествосы бәрі жақсы, бірақ уже екі үлкенім үлке болып кетті, оған
алу керек деген сияқты. Мен именно тағы да кішкене күтем да, и уже примерно 100 мың теңге тұратын, 120 мың теңге тұратын курткаларды 30-40 мыңға аламын. Сондықтан мен бүкіл балдарыма, мысалы үшін осылай келесі жылы қысты, осы қыс аяқталып жатқанда аламын. Аяқ киім болсын, етік болсын, басқа нәрсе болсын. И анау қыс келеді ғой уже, барлығы бар да, готовы рахат біреулер барып, қанша мыңға ақшасына құртып жатқан кезде сенде уже бар деген сияқты. Осы нәрсе былай есептеп қарсаң, қанша ақшаңды эконом жасайды. Вот если что, сіздерде солай енді бала шағаларыңыз бар ғой, солай қолдансаңыздар болады деген сияқты. Ана такси заказ бересің ғой, сол кезде қараймын да оптимизациясын. Кейде чуть-чуть локацияны бет өзгертіп қойсаң, 200-300 теңге ойнап кетеді да. Именно қай жерге заказ беріп жатқаныңа да байланысты, иә. Егер сен Ритц Карлтонға заказ берсең, ол қымбат көрсетеді. Ал қасында кішкене үйге заказ берсең, ол арзан көрсетеді. Чуть-чуть жылжытып жібересің, 100-200 метр ойнап кетеді. Енді андай ғой, жалпы қадірін түсіну керек қой, каждый тиынның. Ақша есепті жақсы көреді. Иә, еңбекпен немен келіп жатқаннан кейін қадірін бірінші түсінесің, содан кейін барып жаңағыдай экономдайсың. Бірақ экономдамайтын менде мысалы заттар бар да. Денсаулықтан, тамақтан экономдамаймын. Мына үйдегі бытовой расходтар, әйелдің зарплатасы деген секілді заттардан тоже. Әйеліңізге зарплата бересіз ба сіз сонда? Иә, зарплата беремін. Біз бәне тегін жұмыс жасап жатқан сен да. Сіз бересіз ба? Ашып айтасыз ба осы туралы? Сен сәл көмектесіп отырсаңызшы. Ол зарплата деген қалай, ол не үшін бересіз зарплатаны сонда? Бытовой расходтар бойынша ғой. Жалпы здравый смысл болу керек любой расходта. Мысалға мен жаңағыдай киім болсын, дүниевой заттардан может мен экономдаймын, иә. Бірақ тамақ, денсаулық, үйдегі атмосфера дұрыс болу үшін әйелдің зарплатасы деген секілді бытовой расходтардан экономдамаймын. Ол қиын да. Алланың сізге берген аманаттарынан расходтамайсыз сонда. Жаңағыдай тоже. Жоқ, әйеліңіз аманат, денсаулық аманат. Вопрос жоқ. Я дұрыс айтасыз, аманаттан экономдамайсың, я. Бізде енді, видите, менде өзімде лично қалау жоқ та, мысалы, қатты киімге, білмеймін, техникаға, білмеймін, может, машина ұнайтын шығар, и то жаңағыдай қатты бір не жоқ. Айтқан кезде аштық. Бұрындары болды, жаптық, сонымен бүйтіп более-менее басылды да. Қазір жаңағыдай капитал, инвестиция, пассивный доход деген нәрселер больше не береді да, энергия береді. Ал бірақ енді жалпы жаңағы расходтарға келетін болсақ, экономдау мәселесінде жаңағы нәрселерден мен экономдамаймын. Тамақтан, неден, андай рестораннан оң-солды тамақ ішіп шаша бермеймін, әрине. Бірақ жаңағыдай сапалы тамақ, эко тамақтар алуға тырысамын. Жаңа масло гхи дейді ғой, мысалға, арзан емес масло гхиді. Енді бізде относительно Қазақстанда негізі былай қарайтын болсақ, жалпы органический натуральный тамақ арзан. Мысалға, Европада, Америкада сен алатын болсаң, страшно да олардың бағалары ше. Иә, бізде құрметтеу керек, шынымен андай жыламау керек деп ойлаймын да. Жаңағы мәселеге келетін болсақ, Луи Виттон басқасы, жалпы мен ол нәрселерге қарсы емеспін. Ол да бір не ғой, Аллахтың нығметі, ол да бір дүние, иә. Бірақ андай да, оңды солды эмоциональный емес, жаңа техника күшті, 24 сағат, 7 күн деген. В плане андай, менде мындай цель, результат, вознаграждение, цель, работа, результат, вознаграждение деген циклмен жұмыс жасаймын да мен. То есть жұмыс бітіп, өзіме целіма жеткеннен кейін барып қана жаңа өзіме вознаграждение жасаймын. Ол ұнаған зат, Алмат мырза айтқандай, ұнаса алу керек та, бірақ опять-таки сен өзіңнің қалтаңа қарап талтаңдау керексің да. Мысалға, мен 5 миллион теңгенің сумкасын алмаймын деген секілді. Мысалы, 200 миллион теңге таза пайда жасап, 5 миллион теңге сумка алсаң нормально да? 5 миллион теңгеге сумка алдыңыз, бірақ сізге айтады, Инстаграмға көрсетпейсің десе аласыз ба? Инстаграмға көрсетпейсің? Жоқ, мен жалпы Инстаграмға көрсету үшін алмаймын. Негізі көбісіз брендті солай алады. Инстаграмға көрсету үшін. Жалпы енді состояниеға әсер етеді деп алады ғой, жаңағыдай статусқа, состояниеға, басқа деген секілді. Ол да бар. Бірақ андай да, сен өзің табысың 10 миллион, 5 миллион теңге сумка алу деген, ол өте нецелесообразно. Бірақ жалпы өзіңді вознаграждать ету мақсатында ұнаған нәрсе. Мысалға бізге, мысалы, походқа шыққан ұнайды да, маған палатка алу, күшті бір Соломоннан кроссовка алу 100 мыңға, маған нормально, ол ұнайды, энергия береді. И оны мен әшейін алған жоқпын, результат жасап, жұмыс істеп, еңбек етіп, фиксация жасадым прибыльді, сосын барып өзіме вознаграждение бердім. Себебі ана миыңды да сен алдай алмайсың да. Мы не может, типа, постоянно пахать. Өзіңізге соңғы уақытта берген вознаграждение не? Киім алған шығар. Алматыға барып келген. Алматыға бардым, иә.
походқа шығып кеттік достарымызбен, иә. Аха. Ол да бір вознаграждение десек болады, иә. бір жұмысты бітірдіңіз и Иә, бір сделка, жақсы сделка болды, жаптық. Содан кейін барып сол кезде адам екі күнде- выгоранияға түсіп кетпейді деп түспейді, иә. Себебі бізде мына денеміз, Мгм. ол да бір машина секілді ғой, уақытында заправка құйып тұру керек та. тененің ақысын Иә. беру керек та. Бірақ андай өте целесообразный жасау керек, здравый смысл болу керек алған кезде де. Мгм. Қалтаңа қарап не істеу керек та, Мгм. алу керек. Нәпсімен жақсы мәміле етемін де сол. Сосын өмірде мынандай нәрсе бар ғой, жаңағындай үй алу мәселесі бойынша көбісі айтады, типа бізде қазақтарда максимум үй алу, машина алу деп. Сіздер мына нәрсеге қалай қарайсыздар? Біреулер айтады, типа мен квартирада тұра берем, бірақ жаңағы үй алатын ақшамды айналдырам дейді. Ал біреулер айтады, бірінші үй алып алу керек, одан кейін барып ақша жинап, одан кейін ақшаны айналдыру. Осы нәрсеге қалай, мысалы мен лично өзімді айтайын, бірінші по-любому сен базовый потребность жабу керексің. Үй алып, бірінші машина білмеймін, бірақ үй алу керексің. Сен сол кезде ішің тыныш болады да, и дальше сен пахать етесің, жақсы табыс табасың, просто артыңда бірдеңе бар. Или менің бала шағам болғаннан соң, отбасым болғаннан соң деген сияқты. Көбісі кейде менімен келіспей жатады, типа лучше зачем үй аласың, тұрады ол, ақшаң болмай қалады, айналдырмайсың, ештеңе доход келмейді деп. По-любому үй алып бірінші қою керек деген нәрсеге қалай қарайсыздар? Әйел адамдардың несі ғой, үй Безопас. болу керек деген, безопасность. Мгм. Жаңағы ақшаны айналдыра алса айналдырсын, ал айналдыра алмайтындар адамдар бар, жаңағы жоғалтып алған, ол пирамидаға салып жібереді, немесе былтырғанда бір кісілер солай үй Ол алайын деп айналдыра отқан. алам деп ойлайды ғой ол адам. Ол айналдыра алмайды десе. Айналдыра алатын болса Сіздер айналдырсын. өздеріңіздің случайда қалай жасадыңыздар? Менің өзім случайымда мен үй алу деген қатты менде задача болған жоқ. Менде просто принцип болды, үйді наличкаға алуым керек деген. Жаңа кредит деп, ипотека бірдеңеге алмаймын деп. Но в любом случае ондай задача болған жоқ, бірақ үйдегі обстановканы, жаңа сіз айтып отқан тыныштандыру үшін үй алдық. Сонымен жаңағы ханым тынышталды, что сен шынымен ақша тауып отыр екенсің ғой деген сияқты. Сөйтіп Айналдыра барып алады екенсің деп. көзі жетіп, и одан кейін уже мен реально свобода сезініп қалдым содан кейін. Осы нәрсені. Иә. Потому что біз кеше Балида болған кезінде, біз жолдастарымызбен бардық, отбасылық, и ол кісі айтады да, қазір коучтардың бәрі өтірікшілер олар дейді да. Неге? Потому что үйің болмаса да бола береді, ақшаңды айналдыр, үйт бүйт деген сияқты. Бірақ мен оған келіспеймін дейді. Енді ол кісі нормальный адам, былайша көп жаңағы ЖК-ларды салады деген сияқты, өзінің ақшасына салады, ешқандай неге емес. И ол айтады да, бірінші адам тапқан табысына үй алу керек дейді. Неге? Потому что ер кісіге үйіндегі тыныштық бірінші орында маңызды. Егер сенің үйің тыныш емес болса, бала шағаң тыныш емес болса, әйелің тыныш емес болса, квартирада жүрсе, сенің ішің тынышталмайды. Ал ішің тынышталмаған кезде сен дальше жұмыста өсе алмайсың. Бірінші очередте ол тыныштық, бірінші очередте сонда цель үй емес, тыныштық деп тұр. Ал ол тыныштыққа үй керек деп тұр да. Вот сол бойынша сұрайын деп жатқан ғой. Сонда сондықтан ол айтады, менің бірінші маған кеңес айт десе, ешқандай анау мынау деп қумай, просто үй алыңдар дейді. Одан кейін дальше пахать етесің, сен түзде жүресің, 10 күн деп жүрсең де, 90 күн деп жүрсең де, үйің сенің бір тыныштықта екенін сезген кезде сен ұшасың деген сияқты дальше айтады да. Сосын бүйтіп ойланып қалдым да, біз әйелдерде сәл нормально екенбіз ғой деп. Біз енді сондаймыз ғой, бірінші үй керек деген сияқты нәрселерді. Сол үшін сұрап жатырмыз. Сіздерде қалай деген сияқты. Жалпы андай не ғой? Шынымен айналдыра алатын болсаң, онда бүкіл капиталыңды үйге тығып қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер шынымен кәсіпті білсең, фондовый рынокты, инвестицияларды білсең, онда лучше айналдырып ал, сосын өзіңнің қалаған үйіңді аласың. Сәл шыдай тұр бір 2-3 жыл. Егер семьяң болмаса? Жоқ, семьяға да байланысты. Мысалға, егер ханымға арендада тұру... Кәні дей берсе қалай айналдырасыз? Жоқ, ханымға нормально болса... Омен де сөйлесу керек. Иә, ол кісіге нормально болса аренда. Сосын андай ғой, мысалға, біз қалайтын үйге пока что жағдайымыз жетпеуі мүмкін да. Бірақ арендада сен оны ала аласың. Қалаған үйіңді арендаға ала аласың да. Бірақ сатып алуға ол сәл қымбат та әлі. Сол сен капиталың жетпейді. Или жетсе де сен қазір жұмысың ең тұрып қалады. Мысалы, енді кәсіпте болғасын біздер постоянно оборотный средстволарға жет қой айналдыруға. Ал
егер ханым мен нелеріңіз сәйкес келмесе, жаңағы ойларыңыз, иә, ол кісі үй хочет, сен не істейтін болсаң, иә, онда переговор жасап, бір жағына шығарасың. Ну, скорее всего, енді үй аласың себебі. Бірақ бізде мысалы ханыммен андай көп неде сәйкес келеді ше, ойларымыз. Енді екеуіңіз сіз бір сферада жүрсіздер. Иә, сәйкес келеді. И мысалға шетелде жүре беруге, бізде енді онлайн ғой жұмыстарымыз, продюсированияда. В принципе, аренда пока комфортно маған өзіме. Лучше ақшамды пока айналдырайын деген секілді. Ал егер біз общий, ол кісіге де нормально, сондықтан ешкім қиналып жатқан жоқ. Ал егер общий былай алатын болсақ, финансовый консультанттарды тыңдайтын болсақ, жалпы халыққа жұмыс жасайтын модельді айтатын болсақ, скорее всего, үй алған дұрыс. Сен егер ондай кәсібің болмаса, нең болмаса, зарплатада болсаң, кішігірім инвестицияларың болса, онда үй алған дұрыс. Себебі мысалы кэшфлоу бойынша да сен бірінші расходтарыңды құлатасың ғой, аренданы құлатасың, машина алу арқылы жаңағы таксиді құлатасың деген секілді. Сен ай сайынғы расходтарыңды құлатасың. Үй алу, машина. То есть сенде базовый потребность жабылады, и сен деп енді бетіп өзіңе өмір сүрсең болады да. То есть общий халыққа сәйкес келетін модель скорее сондай. Бірақ кәсіпкерлер, инвесторларға, возможно, бастапқы уақытта жаңағыдай аренда моделі более эффективный. Сосын енді мысалы тапқан табысыңнан сенің сүріп жатқан өмірің төмен болу керек деген нәрсе келісесіздер ғой, қалай еді? Мысалы тапқан табысың 1 миллион. Бізде көбісінің проблемасы 1 миллион табады, шығыны 1 миллион болады. 500 мың табады, шығыны 500 мың. Типа айтады ғой, сенің сүріп жатқан өмірің тапқан табысыңнан төмен болу керек деген сияқты ше. Вот сондай ма сіздерде? Табыс өскен кезде расход қалу керек қой, короче. Біздің проблемамыз табыс өседі да, біз анау комфорт, такси шақырамыз, навязанный жаңағы скатпен шуға болатын болса, ой, Эйр Астанамен ұша саламыз деген сияқты. Примерно солай былай өзіміздің качество жизни дейді, соны өсіріп тастаймыз. Наоборот, біз өскен сайын былай төмендетуіміз керек қой, кішкене сай болу үшін. Вот сол жағы бойынша сіздерде қиындықтар бар ма деген сияқты. Бастапқыда болатын сияқты, алғашқы ақша тауып бастаған кезде, бірақ уже шапалағыңды алғаннан кейін корректировка жасауға тырысасың. Өзімізде солай болды енді, алғашқы не бастаған кезде бизнес класспен ұшып көрейік деп, тағысын тағы жаңағы ультима емес, енді бизнес класс немен жүріп көрейік деп. И ол бір рет көруге нормально сияқты, но чисто чтобы ананы попробовать на постоянной основе уже сенің расходың доходыңнан асып кетеді да, сен уже статус деген не істеп алдың ғой, там допустим елдің алдында статус, сен уже статусқа жұмыс жасап кетесің да. Статустың құлы болып кетесің. Сен уже постоянно ақша табуың керек. Басында күшті болып жүреді, и одан кейін уже сен выгорание басталады да, и статусыңды да түсіргің келмейді, бірақ мына жақтан уже доходың бітті, қарызға кірдің, бір кезде жаңа немен Каспиретпен билет алып жатсың, уже сондайға кетіп қалады да. Сондықтан өз образыңның несі тұтқын болып қаласың. Мына өте маңызды ғой, жаңа бытовой расход деп жатырмын ғой. Сол плюс-минус бір уровеньде қалған дұрыс та, негізі. 1 миллион тапсан да, 10 миллион, 100 миллион тапсан да. Жай сосын уже пассивный доход не келген кезде, жаңағыдай уже андай болады ғой. Сенің бір айлық доходың осы өмір бойы тапқан доходыңнан үлкен болатын бір периодтар болады ғой, жаңағы накопительный эффектпен бетіп, геометрический бетіп кететін. Сол кездерде можно позволить, да, ну пока білмеймін ол не деп этапта емеспін, но өте маңызды жаңағы нәрсені сақтап қалу деген. Расходтар өспеу қажет қой. Сосын жаңа бағана 10% дедім ғой, 10% инвестировать, сол жай өсу керек та. 20%, 30, 40, 50, 80% инвестировать ететіндерді білемін мен. 80% доход инвестировать. Ну, реально монстрлар олар. Прям доходқа байланысты ғой енді ғой. Бәрі доходқа байланысты. Сен енді 100 мың тауып 80 мың теңгені инвестировать ете алмайсың ғой. Типа ақшан өскен сайын табысың инвестицияда өсіп отыру керек дегенді айттық. Мысалы, әлемде ең бақытты мемлекеттердің бірі ол Дания мемлекеті екен да, яғни дат халқы.
оларда хотя налог әлем бойынша ең көп, 50-60% ол мемлекетке налог төлейді. Ал біздерде ойбай 2026-тан бастап НДС 16% болады екен дегенге адамдар выгоранияға түсіп, мысалы сондай болып жатыр. Ал оларда хотя налог өте көп төлейді, бірақ сонда да ең бақытты, ең қаржылай сауатты, ең күшті өмір сүретін мемлекет екен. Неге десек, потому что статистика бойынша, қаржылай сауаттылық бойынша номер 1 мемлекеттердің қатарына жатады. Енді оны неге олар сондай қаржылай сауатты деген кезде, оларда 10-12 жастан бастап мектепте қаржылай сауаттылық пәні өтіледі екен балдарға. Сондықтан да олар ақшаның қадірін қалай табу керек, оны қайда инвестиция жасау керек, ол қайдан келіп жатыр деген сияқты ақшаны ол кішкентай кезінен бастап бала біліп өседі екен да. Ал бізде Қазақстанда өкінішке орай, жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, 10-ші класста жаңағы ағылшын тілінде дышы өтіп жатыр деген сияқты ғой. Мысалы, бізде ондай пән жоқ, қаржылай сауаттылықты үйрететін деген сияқты. И мен қазір осы қаржылай сауаттылыққа байланысты рилстар салып жүрмін да, балдарды қаржылай сауаттылыққа осылай үйретуге болады деген сияқты. Астында комментарийді оқысам, балдарды қалай біз қаржылай сауаттылыққа үйретеміз, бізді ата-аналардың өзі қаржылай сауатты емес қой деген сияқты комментарий өте көп. Сондықтан да бізде осылай енді біздің қолымызда ғой, Қазақстанның жас несі болашағы деген сияқты, енді жас болмасақ та кішкене орта буын. Енді біз осылай кішкене де болсын балдарымыздың ертең қаржылай сауатты болуы үшін не істей аламыз? Сіздер не істей алатын едіңіздер, не істеп жатырсыздар? Қалай өзіміздің осылай үлесімізді қоса аламыз, қалай ойлайсыздар? Неге бізде халық кредиттен кредитке өмір сүреді? Жаңағы зарплата өспейді, всегда бәрі бақытсыз, всегда бәрі настроение жоқ. Осындай не үшін деп ойлайсыздар? Бірінші кезекте менталитет, жаңа сіз Дания халқын келтірдіңіз ғой. Скандинавтар және Дания, сол барлығы бір менталитетте өмір сүреді. Мен өзім Скандинавияда, Швецияда болғамда. Ол жерде басқа халықтармен салыстырғанда міндетті түрде айырмашылық көрінеді сразу басқа елдерде. Өйткені олар өздері викингтар дейді, өздерін басқа дейді, суық, олар лагом деген өздерінің нелер бар ғой, аз мөлшерінде ғана қолданады кез келген нәрсені. Ол біз қазақтар, қазір айтып отырсыз, қазақтар болсын, Қазақстанның халықтары болсын, жалпы СНГ болсын, осы аймақтарда өмір сүретін халықтардың менталитеті сіңіп кеткен де бізде. Біз болашақпен өмір сүрмейміз көбінесе. Дәл қазір өмір сүреміз. Қойшы дейді, 20 жылда. 20 жылда кім бар, кім жоқ деген сияқты сөздер бәріміз естіген шығармыз. Үйде отырып болсын. Қазір алу керек. Қазір алу керек. Қойшы оны. Күйгенде күйіп кетсін. Осы сөздердің барлығы біздің халық ретінде мышлениемізді көрсетті. Бұл жерде ни в коем случае қазақтар жаман деген сөз емес. Әр халықтың өз менталитеті бар. Бірақ соны адаптация жасай білу керек те өзімізге. Дұрыс айтып отырсыз, кішкентай балдарға үйрету керек деп отырсыз. Біз мысалы өзіміз, біз оқыған кезде ондай қаржылық сауаттылық деген пән түгіл кітаптар да өте аз тұғын. Почти жоқ десек те болады. Біз өзіміз, мен өзім лично ол нәрсені оқыған жоқпыз. Біз үлкендерден, ата-аналарымыздан көргендерімізді қайталап, солай әйтеуір бір жолға түстік та. Ал енді қазір ата-аналар, біздің буындар, мысалы сіздер уже ата-анасыздар, сондай бір осознанный бола бастады ғой ата-аналарда. Кітаптар сатып алады, баласын дамуына үлесін қосады. Енді жайлап қой, енді ол сразу келеді деген сөз емес. Ол Дания халқы да бірден болып кетті деген сөз емес. Біз де келе жатырмыз. Соған сәйкес енді мен өзім лично алатын болсам, консультациялар береміз. Әртүрлі көбінесе маған енді жастар келеді, өзіммен қатарлар. Олар енді балаларыма не істеймін деген сұрақ әлі маған келмепті шыны керек. Бірақ біз барынша айтамыз консультацияда, в целом инвестицияның рөлі, қаржылық сауаттылықтың рөлі, қалай болады, қалай істеу керек, аз ақшаға, тез ақшаға неғып кетпеңіздер, алданып қалмаңыздар деген сияқты. Және де тағы бір жобаларды қарастырып көріп жатырмыз. Бір кішігірім спойлер болсын, бір платформалар жасағымыз келіп жатыр, жалпы Қазақстан халқына арналған. Қаржылық сауаттылық бар, инвестиция бар, бәрі біріккен бір адамдар, целевой аудиторияны қазір анықтап жатырмыз. Соған сәйкес нәтижесінде адамдарға бір оңай, доступны болатын, үйрететін, оның ішінде интерактивный ойындар да бар, симуляциялар да бар. Өйткені әншейін теорияны оқыған бөлек, оны өмірде қолданған бөлек қой. Соған сәйкес теорияға көп қатты көңіл бөлмей, онсыз да біздің халық теорияға тойып алдық қой, бәріміз барлығымыз барлық нәрсені білеміз. Но оны просто
дағдыға айналдыру керек. Сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз қазір енді өзіміздің бағыт бойынша. Яғни балдарымызға біз қаржылай сауаттылықты үйрету үшін ата-аналар сауатты болу керек. Ата-аналар сауатты болу үшін ең бірінші кітап оқу керек. Кітаптан басталатын сияқты, иә, біздің білімді болуымыз. Алмат мырза, қаржылық сауаттылыққа байланысты топ 3 қандай кітап кеңес бересіз? Ең бірінші «Психология денег», Мгм. сосын «Самый богатый человек в Вавилоне». Мгм. И сол екі кітапта жеткілікті деп ойлаймын енді. И мышленияны бір өзгертетін кітаптардың бірі. Разумный инвестор деген кітап бар ғой. Ол емес, «Богатый папа, бедный папа» дегенді оқыса, осы топ 3 кітап деп ойлаймын, біздің менталитетке де сәйкес келетін, Мгм. жеңіл, жаңағыдай 10% қана мания, и әшейін істеп тастаймыз ғой, бізде не бар ғой, үйреніп аламын дегенше, бір новый жұмысқа шақырса, сол сияқты жеңіл кітаптардан. Өзім мен «Богатый папа, бедный папаны» қатты көмектесті маған. Ана оқып жатқан кезде мен жаңа мен мына өмірде сүріп жүрмін ғой, мен наяққа хочу деген уже іште жилка пайда болып, автобуста жүріп оқыған, мен өқтай нелер оқып Мгм. нормальный адамдар да отырады десе. Иә, еще мысалы үшін Данияда жұмыс уақыты 16:00-ге дейін екен. 16:00-ге дейін сонда адамдар жұмыс істеп те үлгереді и өмір сүріп те үлгереді да. Сонда мысалы бізде 6-ға дейін, кейде 7-ге дейін алып қалды, садик бірдеңе деген сияқты. Үйге келем дегенше 8-9 ата-аналардың даже балаға мүлдем уақыты жоқ болуы да мүмкін да, көп ата-аналардың. Может, содан да шығар, біз өмір сүріп үлгермей жатырмыз. Отбасымызға уақыт, жұмыс, выживаниемен көп өмір сүреді бізде Қазақстанда, иә. Может, салыстырмалы түрде солай да болуы мүмкін, иә. Со временем келеді деп ойлаймын. Өйткені біздің кезімізде Мгм. мектеп 6 күн болды. Біз 6 күн сабаққа бардық. Қазір пятидневкаға полный ауысты, и ол поэтапно келе жатқан сияқты. Кейбір мемлекеттерде 4 күндікті тексеріп жатыр, мысалы Японияның кейбір провинцияларында. Мгм. Оның бәрі тексерістен өткеннен кейін келеді деп ойлаймын. Жалпы қаржылық сауаттылық неде мектепте үйретілу керек деп ойлаймын мен. Мгм. Мектепте Мектеп шынымен бағдарламасына пән енгізу ретінде, керек. қосымша сабақ ретінде ма Қосылды ғой деймін осы. қосыл ма? Иә, Тема ғой. 10-шы 11-ші Бар үлкен деп. сыныптарға бар. Өте керек нәрсе. Ал енді отбасыдағы тәрбиеге келетін болсақ, біз өзіміз сауатты болуға жетпіз. Мгм. Сосын жаңағы өзіміздің ақшаға қатысты негативный убежденияларымызды балаларымызға беріп жібермеу керекпіз ғой. Мгм. Дұрыс убеждение, позитивный убеждение беру керекпіз. Ақша жақсы, Мгм. экономика ол тек қана ақшамен келеді, алумен, сатумен жұмыс жасайды. Ақша жаңағы жақсы деген секілді. Бізде көбінесе баяғыда Түсінікті ақшасы көп адамдар жаман деген сияқты. Иә, ертегілерде, кітаптарда, Иә. сол Ал мультиктерде. мультиктердің өзінде кедей адамдар всегда күшті, жақсы деген сияқты сондай бір Иә. нелер болды. Сол мәселе, сосын жаңағыдай кішкентай кезден бастап жаңағы копилка болсын, Мгм. оның бір мысалы үй жұмыстарын жасаса, сабақта успешный болса, өзінің жаңағы комнатасын таза ұстаса деген секілді не беріп тұруға болады. 200 Иә, мен теңге, 300 осыны теңге. қолға алып жатырмын, сөйтсем комментарийда былай жазыпты да, типа, ертең бала ақша бермесең ештеңе істемей қоймай ма, қалай ойлайсыздар деп айтыпты да, типа, мысалы үшін біз үй жұмысын жақсы Көреміз деп жазып жүрмін. Айтамын. Айтамын деп шыдан жоқ, 500 теңге бересің, мысалы үйінің комнатасын жинаса 500 теңге бересің деген сияқты. Ол одан сайын жинағысы келеді да, бірақ сізде ертең ақша болмай қалды, ол вообще жинамай ма деген сияқты ой болады да. Қалай? Жалпы енді капитализм ғой қазір. Капитализмнің ережесі сондай да, үлкен өмірде да, ересек болғаннан кейін да. Сондықтан бала кезден бастап сол нәрселер. Үйт қалмай ма, бүйт қалмай ма деген нәрсе. Қайта ақша бермесе жұмыс істемеген жақсы ғой. Сондай нәрсе болса, айтып жаңағыдай тегін жүре беретін нелер бар ғой. Иә, вот сол ғой, ертең По-свойски, өмірде. по-дружески. Брат, мен даже мамам ақша төлейді, маған сен кімсің дейді ғой ертең. Иә, солай жақсы, иә. Ақша тумбочкаде жатпайтынын түсіну керек қой бала. Ол еңбекпен келетін, Еңбекпен магазинда ол сатып алатынын, сол кішкентай нәрселерден басталады жалпы. Сосын андай. Ол бір бөлек тема сияқты. Иә. Бөлек 2 сағат, 3 сағат айтылатын Оған бөлек нәрсе подкаст сияқты. керек. Бірақ өте қажет нәрсе кішкентай кезден, я думаю. Мгм. Копилка ғой, короче. Копилка. Ең бірінші этап Әдемі. копилка. болып. Просто, иә, андай ғой. Өте жақсы нәрсе. Любой өмірде ақша жинап жатқан, жетістікке жеткен адамдардың барлығын қарасаң, олар ақша жинай алатын, еще оларға ол бір кішкентай кезінен бірдеңе әсер еткен адамдарда, көбінесе мысалы, былай тыңдап отырмын ғой қазір, сондықтан да ата-ананың баланың болашағына деген үлесі өте зор.
Сондықтан да ата аналар өзіміз сауатты болайық, білімді болайық. Біз өсіріп отқан ұрпақ біздің қолымызда болғандықтан олар да бізге қарап жаңағындай сауатты сондай бір күшті ұрпақ болып өсетініне сенімдіміз. Рахмет бүгінгі подкастқа келгендеріңізге, өте пайдалы болды деп ойлаймын. Не айтам? Өздеріңіз қосатын болсаңыздар ойларыңызды айтып кетіңіз. Все, мен аяқтадым. Көп рахмет шақырғаныңызға, Гүлбану ханым, Аллах разы болсын. Бізді көріп отқан үлкейіп кеткендер болса, соны балаларыңызға беруге тырысыңыздар, главное. Барлығы мышлениеден басталады. Жаңа біз айтып жатқан барлығы инструменттер негізі. Дұрыс ойлау дәрежесі дұрыс болмаса, дұрыс ниет болмаса, оның барлығы бекер болады негізі ұзақ мерзімде. Сондықтан бірінші ниетті, мотивацияны барлығын дұрыстап барып, өздеріңіздің риск деңгейлеріңізге қарап, инвестицияны әртүрлі активтерге салуға болады. Әркім стратегиясы әртүрлі. Жақсы әңгіме болды деп ойлаймын, пайдалы. Рахмет шақырғаныңызға. Бірінші подкастым менің. Сондықтан Оныншы подкаст сияқты отырсыз ғой сіз. қайтадан қобалжып кейбір ойларды дұрыс айтпай қалсақ, оны да қарайсыздар енді өздеріңіз. Все, жақсы рахмет. Ең мықты күн кеше еді дейсіз ғой. Одан кейін бүгін деген ба? Бүгін бастаңыздар 10%. Жаңа басында да айтып кетті, ақша түскен моментте 10% откладывать етіңіздер. Қалған ақшаны емес, түскен момент 10%. Все, жақсы, рахмет. Келесі подкасттарда көріскенше сау, саламатта болыңыздар.